Бәріңе сәлем. Бүгін бізде қонақта Жан Кофе 600-ден астам точкасы бар өзіне өзі қызмет көрсету кафеняларының негізін қалаушы. 23 жасында 1 жылда 2 миллиард табыс тапқан. Соңғы 5 айда Жан Пресса кафенясының 5 точкасын ашып, Тапиока брендінің совладелиесі 200 миллионнан астам инвестиция тартқан 24 жасар Жамбол Нұрмағамбет. Мен цифрларды көремін да, көзім панк. Бір күнде 24 сағат аз болып қалады. Кейде ұйықтаған жалко маған. Мен көрдім да. Мә дедім, бұл неге істедім ғой? Ең тез оккупация еткен точка. Біз Жамболмен қалай 1 жылда 2 миллиард табыс табуға болатын? Қалай және неден бастағанын? Бірінші инвестор кім? Және қалай бизнеске ақша тартқанын біл. Қалай нөлден осылай көтерілуге болатынын айт. Қалай инвестиция тартам, қаяқтан іздеймін? Қандай совет бере аласың осындай бір жастарға? Егер мен мысалы қазір тек жақсысын айтып, жаңағыдай инвестиция қабылдасам, там жақсылыққа апармайды. То есть бұл условияны біз неге қостық? Чтобы исключить темщиков. Ал ең бастысы, қалай инвестиция тартамыз? Инвесторды қайдан табамыз? Осыны да подкастта білетін боласыздар. Оққасын ба? Осы обучение бойынша инвестиция басыңа біліміңе. Білмеймін, өзімде бар сондай бір нәрсе, ұяламын, наверное. Сен барасың да, короче, кім болсын, сұрай бересің, тисе бересің. Жамболмен қалай партнер болуға болатынын, қанша ақша салып, қанша ақша табуға болатынын да осы подкастта айтамыз. Сондықтан подкаст соңына дейін көріңіз, соңында сыйлықтарымыз да бар. Сәлем, ребят, бұл өндіріс саят. Бүгін менде подкаст, ал подкасттың қонағы Нұрмұхамбет Жамбол. Ассалаумалейкум. Жамбол менің досым, Астана қаласынан подкастқа келіп отыр. Жамбол, общем, ребят, бүгін біз инвестиция бойынша көп айтатын боламыз. Инвестиция қалай тартамыз, инвестиция қалай жасауға болады, осында қозғайтын боламыз. И вообще, обо всем будем говорить. Жамбол, қалай келдің? Алла шүкір, жақсы. Бүгін жеттің ба? Иә. Кайф. Че там, қазір не істеп жатсың? Немен айналысасың? Давай, өзің туралы кішкене. Менің есімім Нұрмұхамбет Жамбол. Мен Жан Групп компаниясының иесі болам. Бізде основной 3 направление, ол бізде Жан Кофе, өз-өзіне қызмет көрсету желісі, 600-ден астам жаңағыдай кофе стейшндар бар. Қазақстан 47 қаласының ауылында. Екіншісі ол бізде Жан Пресса кофехана желісі, қазіргі таңда 5-еуі жұмыс істеп жатыр. 6-шысы осы бір 3 аптада ашылады. Бұл жаңа проект 1 апрельде ғана осы 1-ші точкамыз ашылған болатын. И 3-ші проект ол бізде шайлар желісі, Тапиока. Ол проектке мен үшін ол жаңа проект, бірақ проекттің өзіне 1 жылдан астам уақыт өтті. Сен ол проектке енді кірдің ғой, Иә, ол жақта мен тоже соучредитель бренда болдым. Бізде жалғас деген партнерім бар ол жақта, основной операционканы жүргізетін. Ол жақта біз инвестиция тарту мен франшиз сатумен айналысамыз. Тема. Окей, в общем, қарасаңдаршы, 600-ден астам өзіне қызмет көрсету точкасы бар. Жан Кофе деген естімегендер жоқ шығар, бәрі көрген шығар, сары, который типа вот бүкіл 47 қаласында дейді, Қазақстанның вообще 47 қала болғанда қалай? Ауыл қала ол, бәрінде бар Жан Кофе деген, вот 600-ден астам точка. Одан бөлек қазір 5 точка Жан Пресса уже кәдімгідей отырып, тамақтануға болатын, кофе ішуге болатын, кофейня. Бізде 5 кофейня, 6 чайлар үйі и еще 5 объект ремонтта. Оның біреуі кофейня, 4-еуі чайный дом. Тапиока. Жасым 23-те, өзім негізі туған жерім Державинск, сол жақта мектеп бітіргем, это 6000 халқысы бар кішігірім ауыл. Сөйтіп 17 жасымда 7000 теңгемен осы Алматыға грантқа түсіп, бүкіл шаруам содан басталған болатын. Тема. Окей, ребят, короче, 23 жаста осының бәрін жасап отырмыз. Енді қалай, қанша 7000 теңге деген смысле қайттан? Негізі енді өзім қарапайым отбасыдан болам. Папам мұғалім, мамам врач. Ең бірінші ақшамды қой бағып тапқам. Одан кейін официант болдым, жаңағы стройкада жұмыс істедім. Ну и в целом седандай артық ақша болмайды. Обычно ақша табасың, оған либо киім аласың, либо жаңағыдай керегіңді аласың, мектепке дайындаласың, универге дайындаласың деген сияқты. И мен, получается, жаз бойы жұмыс істеп, ақша тауып, оған өзіме крастаки киім алып сөйткем, и қалтамда 7000 теңге қалып, сонымен Алматыға уже оқуға кеттім. Сөйтіп мен мұнда туыс жоқ. Ол кезде қаншадасың сен? Ол кезде мен негізі 16-тамын. Сөйтіп 23 күннен кейін там 17-ге толдым ғой, қыркүйекте.
Ол жақта Алматыда туыс жоқ ол кезде, дос та жоқ. Единственный қарсы алатын адам это атаның екі досы. Сол кісілер қарсы алды. Сөйтіп атаның досында где-то 1-2 аптадай тұрдым, общежитияға дейін. Потом уже общежитияға көштім да, сөйтіп, в общем, тірлігім басталды. Ал вообще қара, сен 23 жаста, давай просто чтоб адамдар түсінсін деп жатырмын да, 23 жаста, 24-ке келесің уже биыл. Мынау менің предпоследний подкастым 23 жасында. Екі күннен кейін тағы бір подкастпен соңғы 23 жастағы уже 23-не осының, 24-ке келесің. Окей, 23 жасында сен былтыр қанша істедің, қанша таптыңдар вообще компания? Алдыңғы жыл бізде Жан Кофе, в основном сол проект қой, 2 миллиард теңге жасадық. Оның 1 миллиарды ол біздің жеке оборот, управляющий компанияның 1 миллиард оборот сети, то есть это франчайзи партнерларының оборот. Осы жыл енді уже 2 жаңа проект қосылды, Жампресса қосылды, Тапиока қосылды, и там еще кішігірім проекттер бар. Окей, қарашты, сен 23-тесің да, окей, 24-ке келатсың, допустим. И еще Саламбро бар, точно, Атырауда. Ол жерде бар ма әлі? Мастер франшиза. Біз кезінде өзім управлениемен айналысқам. Сөйтіп 50% қайтадан управляющий компанияға саттық та, өзіміз партнер екеуміз инвестор болып қалдық. Кейде уже қандай кәсіп бар екен ұмытып қалады екенсің. Давай так, сен қарады, 24-ке келатсың, и сенде қазір там, не знаю, анау бар, мынау бар, мынаның бәрі болыватыр да енді. Как ты успеваешь, қалай үлгеріп жатсың мынаның бәріне? Не успеваю. Прикинь. Қара, менде ше, мынандай сабақ бар да, қалай бәрін үлгеріп, жанып кетпеуге болады дегенше, осындай сабақ бар, мен қазір сабақ өтемін. Жанып жүрміз ғой. Жоқ, қарасаң, сол жерде бірінші слайд мынандай ғой, мен де бәріне үлгермей жатырмын деп басталады. Прикинь, нұрсын, осылай слайд басталады. Бәрі негізі үлгермей жатыр, по идее, типа, сен де үлгермей жатсаң, андай не істеме, типа, неғып мынаның бәрі үлгеріп жатыр, успешный мен үлгермей жатырмын емес, бәрі негізі өз уровенінде үлгермей жатыр. Ары қарай бірақ кетті. Енді сонда да, типа, қанша адам жұмыс істейді сенде командада, как ты это все делаешь сейчас? Егер суммарно алатын болсақ, в принципе, бүкіл проекттерді қосатын болсақ, егер мен управленияда немесе жаңағыдай инвестор ретінде бар проекттерді қосқан кезде примерно 100-ге жуық адам жұмыс істейді. 100-ге жуық. Окей. Вообще қара, Нехта Жан Кофе кетіп жатыр, и нехта Жан Пресса қазір қатты жұмыс жасалынып жатқан, объекттер алатсыңдар, ремонт жасалатсыңдар, полный ашыватсыңдар, кафенялар желісін. Уже где-то бір 350 миллиондай уже Жан Пресса кетті. 350 миллиондай Жан Прессаның өзіне кетті. И ол қақтан келіп жатқан ақша инвестиция ма, қалай ол? Оның 200 миллионы это инвесторлардан келген ақша, қалғаны это әйтеуір ана жерден бір жыласын, мына жерден бір жыласын, сөйтіп өзім салатқан ақшам. Тема вообще просто реально мынандай нәрсенің бәрін енді үлгеріп жүру или типа стресс қой, енді стресс бар, не бар, сен қалай, как это ты чуть-чуть справляешься осы моменттер? Болады бір моменттер ше енді, там горит етіп отқан, жанып отқан моменттер болады ғой, анау бітпей жатыр, мынандай болып жатыр, там, не знаю. Негізі осы Жан Прессаны бастаған кезде андай үлкен управляющий компания құрып, то есть это там финдиректор, управляющий, там менеджер отдела открытия, в общем, сөйтіп штатты раздувать етіп жүрдім в моменте, и такой сразу 10 точкаға дайын команда жасаған ғой. И в моменте там жұмыс көп, командадағы енді управление бөлек болғасын, бәрі в основном новенький, соответственно, там кейбірлер шыдамай кетті, то это где-то там енді сразу как бастықтың рөлін қосасың ғой бірінші. Потом смотрю, что-то Жан Кофеде сияқты бастықтың рөлін әлі қосуға ерте екен. Сөйтіп өзім баспен жұмысқа кіріп, сөйтіп очень біраз негізі реально стресс болған кездер болды. Там где-то жаңағыдай объект мен шандай ғой, мысалы от апрельден бері, апрель, май, июнь, июль, август, 5 айда, получается, уже 6 айда 6 точка ашылып жатыр. При этом проект новый. Оның 2 точкасы әлі убыточный, қалғандар плюсқа шықты. И мынауда этот, то есть, ол ладно, қазір шықты. Там почти 4 ай бойы мен бүкіл проекттерім ол Жан Пресса убыточный болып жүрді. И получается, ай сайын ақша құю керек, жасау керек. Сөйтіп, еще бір моменте вообще управляющий жоқ, финдиректор жоқ. Сөйтіп,
жан кофенің кейбір команданың бір бөлігін қостым, сөйтіп әйтеуір бір нормальный қазір системаға уже қойып алдық десек болады. И стресс бар, разрывтар тоже бар. Мысалы там где-то поставщиктармен келісесің, а ол соответственно там батыс ақша болмай қалады, анау болмай қалады. Негізі вот как бы проекттер қосылғанмен андай агрессивный өсу политикасын таңдаған кезде ол как будто неизбежный нәрсе деп мен уже түсіндім. Осы стрессті бағанағы нәрсенің бәрі. Да, мысалы андай болады да, мен там где-то бір филиал сатып алып жатырмын, где-то там франчайзи партнерлардың где-то точкаларын сатып алып жатырмын. В общем, бір осы жақында естіген бар, кәсіпкерде ақша болмайды дейді да, типа актив пен пассив болады. Ең бастысы актив пассивтан жоғары болу керек та. И в моменте реально андай болып кетті ғой, типа там этот календарь платежей бар. И сөйтіп қарайсың по расписанию, анаған төлеу керек, мынаған төлеу керек. Бір кезде йо деп қаласың. И сөйтіп, в общем, маркетингқа ұрасың, продажаға ұрасың, сөйтіп әйтеуір вот именно проект бастаған кезде, стартап кезде соған дайын болу керек. То, что бывает момент, где сені андай да, былай отырып, так, қалай отыр аяқта деп ондай момент емес, а уже кәдімгідей жұмысқа кірісіп өзің жүріп, где-то даже шағын сүртесің, где-то пол жуасың деген сияқты сондай жағдайға дейін түсіп кететін кездер болады. Бұндай кезде ең басты менің ойымша ол сенім. Егер сенім болса, в принципе, бұның бәрі нормально. Мысалы, жан кофені бастаған кезде, жан кофе, егер тарихын кім біледі, кім білмейді, вообще брендқа уже 5 жылдан асты. Как раз жан кофе деп отыр, жан кофені ала салайық, біз бере сандаршы. Как раз мен досымдікі, сондықтан да мен бұны буду рекламировать, буду пить. Американо ма? Ну, не, тема, кайф. Жан кофе туралы сөйлеп едік, жан кофеге қалды. Окей, жан кофенің историясын біреу біледі, біреу білмейді. Мен білмейді екенмін лично. Негізі вообще брендке 5 жыл. Бәрі 21 мамыр күні 2019 жыл басталған болатын. Ол кезде жан кофе бұндай сары, бұндай аппарат форматы емес. Ол кезде ол қоңыр, түсі непонятный островок. 900 000 теңгеге басталды. Ол 900 000 теңгені мен инвестиция тартқан болатын. Бірақ ол кезде ол 900 000 табу үшін 6 ай уақыт кетті. Сөйтіп, жасың қаншада? Ол кезде мен 17-демін. 17-десің ба? Жоқ, 18-демін. 18-десің, и осындай бір жан кофе ашайын деп жатсың, бір аппаратқа 900 000 теңге керек. Аппарат емес, ол кезде кофе островок. Островок. Все. Фотосын қойып қойып. Иә, сондай. И сен соған, короче, қанша ай дейсің ақша? 6 ай бойы 900 000 теңге іздеймін. Сенбейді оладыңдар. Саған ба? Иә, маған сенбейді. Платежеспособный жоқ, студент, там, ну такой, непонятный тип. Типа, в принципе, студент кезінде там кәсіп бастағысы келетіндер көп қой, и сен просто соны біреусің да. Там, в принципе, тебя ничего не отличает от других. Сөйтіп, бірінші кофейняны аштық. Ол кофейня там 1-2 ай убыточный болды. Ну, убыточный деген бірінші ай минус 15 000 таза пайда. Екінші ай бізде там пайда около 0. Но ол кезде 15 000, это типа мен ол 15 000-ға мог 7 күн өмір сүруге. Типа жаңағыдай 7 күндік бюджетім. Алматыда ма ол? Алматыда, иә. Ол, кстати, кофейня әлі де істеп жатыр. Адресі Тажибаев 184. Келіп, для интереса андай тарихи точкаға келіп кетсеңіздер болады. 9-дан 6-ға дейін істейді. Сөйтіп бірінші точканы аштық, потом ол точканың рекордын 300 000 таза пайдамен қойдық. Сөйтіп мен февральда екінші точканы ашам. Одан кейін мартта карантин басталады. Жоқ, мартта емес. Мартта, дұрыс. Мартта карантин басталады. Сөйтіп кофейня жабылады. Потом карантин кезінде мен тағы точкалар ашам, сөйтіп 6 ашам. Бірақ из-за того, что карантин, пандемия болған кезде жаңағыдай сауда дұрыс жүрмейді. Сөйтіп кейбір точкалар жабам, кейбір кофейняларды сатам. И сөйтіп жаңағыдай 50 миллионға инвестиция тартып, салам бұрын сатып алып, Атырауға көшем. И егер жан кофе бойынша айтатын болсақ, то момент болды, жарты жыл бойы менде вообще бірде жан кофенің точкасы болған жоқ.
То есть мен получается жаңа көшіп кеттім, бургермен айналыса бастадым. Одан кейін мен соңғы мынау қазір жұмыс істеп жатқан точканы досыма сатып жіберемін. Ол управлениемен айналысады. Сөйтіп мен 50 миллион инвестицияны партнерыма ақтап бергесін, уже өзіме андай как бы мойнымнан бір үлкен жауапкершілік түседі да. И сөйтіп жаңағыдай бір масштабный, бүкіл Қазақстанға популярный болатын бір кәсіп бастаймын деген ниетпен осы аппараттарды көріп аламын. Аппаратқа солай келдік. Подожди. Сен, короче, 18-десің, сөйтесің да ашасың, үйтесің, бүйтесің. И мына жер момент. 50 миллион инвестиция тартып Атырауға көшіп кеттің. Қалай сен тарттың, қақтан тарттың 50 миллион? И қалай типа сенің, енді 50 миллион анау ақша емес қой. Қазірдің өзінде анау ақша емес. Ол кезде, это какой год? Это 20-й год. 20-шы жыл. И по-любому ол өте нормальная сумма. Да, и қазір нормальная сумма. Иә. Ну, ол кезде ол вообще космическая сумма. Сен қаншадасың ол кезде? 20-шы жылы мен 20-дамын, иә. Негізі ол 50 миллионды қабылдамай жатып, мен өмірімдегі ең үлкен инвестордан қабылдаған ақшам это 2,7 миллион. 2 миллион 700 мың теңге. Бұл 50 мың енді 50 миллион негізі үлкен маған бір нау болды. Мұнда удача да десек болады, настойчивость десек те болады, вера. Мұнда в общем сенім, мұнда жаңағыдай өзін таңдағаннан қайтпау, и үлкен бешеный аштық. Осы үш нәрсенің арқасында қабылданған ақша ғой. Еще бұл ақша 3 күнде табылады ғой. То есть мен жаңағыдай салам бұрын франшизасымен келісем, ақша жоқ әлі, скидкасын алып алам. Айтам ғой 3 күнде ақша қоям. Ақша жоқ ол кезде, инвестор даже понимание жоқ кім. Әйтеуір амал жасап анау-мынау сөйтіп табылады. Сөйтесің да Атырауға кетіп қалдың. Атырауға кетіп қалдым, иә. И ол успешно болды, иә? Аллаға шүкір, иә, әлі де жұмыс істеп жатыр. Қазіргі таңда 3 точка бар. Вот, әлі 2 точка қазір на стадии переноса, то есть бесеу болады. В принципе, такой стабильный, уже жұмыс істеп жатқан. Окей. Сөйтіп қанша уақытта окупить етіп бердің 50 миллионды инвесторға? Инвестордан ақша қабылдаған кезде мен оған сразу айттым. Бұл мен үшін үлкен ақша. Поэтому жаңағыдай егер мен бұл ақшаны қабылдасам, условиям бар. Кәсіп жүрмей қалса, енді кәсіп болғасын әртүрлі болады. Ол франшиза болсын, франшиза болмасын, популярный или не популярный болсын. Иә, ол кезде Саламбро бірақ өте популярный. Да, но в любом случае мен сөрін инвесторға айттым, егер кәсіп жүрмей қалса, бұл ақша мен қарызым болып есептелмейді. То есть мен саған ештеңке қарыз болмаймын. Венчурный ғой енді. Да, вот типа бастаймыз бірге, по долям бөлісеміз, жүрмесе, ешкімге претензия жоқ. Жүрсе, мәз боламыз деген сияқты. Сөйтіп, жаңағыдай сұрақ қандай болды, кстати? Қанша уақытта? Иә, сосын айттым жаңағыдай. Во-первых, егер жүрмей қалса ақша қайтарылмайды. Екінші айттым, примерно ақтал уақыты 2 жыл дедім. Ол мақұл деді, очень көнді. Танымаймыз ғой бір-бірімізді. Өмірімізде бір-бірімізді тірдей көремегенбіз. Маған Каспиға предоплатасын береді. Қалай болды? Бұны қазір айтсам, бұл целый подкаст соған кетіп қалады. Блин, сол үшін біздің на подкаст ұзақ болуы мүмкін, бірақ ше, до того сұмдық подкаст болады на подкаст ше. Просто самому интересно, қызықта, тоқта. Жоқ, қалай бұл? Сен оны көрмегесін, не саған ақшадар жібереді, 50 миллион? Жоқ, предоплата жібереді. Это как подтверждение намерений. А потом уже жаңағыдай бір аптадан кейін ұшып келеді. Оның негізі Саламброға да андай сенгені болып тұр ғой негізі, ол да ойнап тұр ғой роль. Ол, короче, мен енді біз қазір айтып жіберейін, негізі планово окупаемыз 2 жыл дедім, бірақ 1 жылда ақшаны шығарып алдық. И енді уже қазір өте жақсы қарым-қатынастамыз, как бы прям родныйымыз ғой. Ол кісінің жасы примерно 33-34-те. И этот сосын жаңағыдай енді сұраймын ғой, типа, неге ақша салдың, типа, өзіме қызықты болды да. Айтады, негізі как бы ұзақ бойы жинап жүрген ақшам еді дейді да. И өзіме бір андай әні қаладым дейді. Пысық.
который вот жаңағыдай ақшамды берсем соны жасап көбейтіп сөйтіп жаңағыдай үлкейте алатын. И мында мен звондаймын ғой. Алло, мен сенің үнің деп па? Менің есімім Жамбол, мен Жан кофенің основателімін. Бізде 6 точка бар. Осылай франшиза алғым келіп жатыр. Давайте бірге жасап көрейік деп ше. Жоқ, қарсы да, мына жерде екі нәрсе бар да, типа, во-первых, сенім, енді айтады ғой, метафизика деп. Ең бірінші сену керек. Сенсең, бәрі болады. Екінші, сен қалаған адам, сен іздеп жүрген адам, сені де іздеп жүр. Иә. Прикинь? Типа өмір сондай дейді да, вообще. Мен оны іздеп жүрмін, 50 миллион кімде бар деп ше. Сен оны іздеп жүрсің да, ал ол біреу іздеп жүр, который менің ақшамды айландыратын, прикинь. И сендер бір-біріңді тауып аласыңдар. Екеуміз де по идее ва-банк кетеміз ғой. Ол да ва-банк кетті ақшамен. Мен де ва-банк кеттім ғой. Не екенін бірақ білмеймін. И бір жылда окупить етіп тастадыңдар. Иә, бір жылда ақтадық. Сосын мен айтам, Олжас, мен типа вот проектті ақтадым. Енді келіскендегідей, то есть мен уже өзім ары қарай проектпен алсам. Управленияны давай либо өзін ал, либо жаңа біреуге тапсырайық деп. И, соответственно, ол уже изначально тоже инвестиция қабылдамай жатып, мен айтқан примерно 1-2 жылда, 2 жылда ақталады, бірақ 1 жылда мен системаны қоям, и, соответственно, управлениеден шығам деген. Потому что Алматыға қайтадан көшем деп. И сөйтіп вот келісілді, бірақ 1 жылда еще ақтап тастадық, поэтому ол да мәз, мен де мәзбін. И ол кезде как раз таки айтам, вот Жан кофені осылай бастайын деп жатырмын. Басында, короче, мен 8 миллион теңгеге қателеспесем компанияның 30% предлагать еткем. Аласың ба деп. Жан кофе. Иә, ол кезде әлі 1 точка жоқ. Ол үшін сенбейді. Сенбейді ол кезде. И шаман күте тұрғысы кетті. Мақұл дедім. Сөйтіп бастап кеттім. Біріншісін аштым, үшіншісін аштым. И бір кезде, короче, уже қанша, вот там буквально 1-2 айда, где-то 1-2 айда 20 точкама сөйтіп сатып тастадым франшизамен. Тоқта. Қараңдар. Короче, 3 қыркүйек 21 жыл алғашқы Жан кофе формате самообслуживание ашылады Атырау қаласында. Ашылады. Осы кезде 8 миллион инвестиция сұрайсың сен 30% доляға. Иә, и точкадан емес. Общий, түсіндім ғой. Егер ол сол кезде 8 миллионға 30% алып қалғанда, мысалы да, қазір ол сұмдық болатын еді ғой. Типа, қаншалықты окупить етіп тастау мүмкін еді, мысалы. Там страшно. Ну да, типа, бірақ енді кішкене сенбеді. И сен тұрдың да өзің. Иә, өзім бастап кеттім. Сөйтіп, там, короче, 2,5 айда где-то 30 точкаға жетті, қателеспесем. Қалай саттың? Инстаграм. Инстаграм? Иә. Ол кезде сен Инстаграм жүргізетін бе? Бір 8 подписчигім бар. Менде аудитория бұрыннан көп болмаса да, бірақ всегда платежеспособныймын. Басында енді студенттердің, потом просто уже кәсіпте жүргесін постоянно жаңағыдай осындай подкасттардан андай инвестициямен қызығып жүрген, кәсіппен қызығып жүрген адамдар тіркеледі да, где-то мүмкіндіктер жоғалта алмайық, где-то пайдалы информация біліп қалайық деп. И сөйтіп, еще уже салам бұрымен именно Атырауда атым шулап жүрді да, жас бала, там кәсіп жасап жүр деп. И сөйтіп, в общем, да, где-то 20-30-ға жуық сатып тастадық. И партнерім шығады ғой, айтады: Жамбол, доля сатсай дейді да. Мен айтам, типа, андай сұраватым да, қанша. Типа, қанша. Ол айтады, типа, намекать етіп жатыр да, алдыңғы предложение. Мен айтам, жоқ, уже актуально емес. И айтам ғой, вообще, по идее, қазір уже как бы, инвестиция керек емес деймін ғой. Мен өзім жасай берейін. В общем, артынан қалмайды ғой. Сат. Потом уже просто сат жарамағасын айтады. Енді сен кезінде әлі танымал болмаған кезде, ақшан жоқ кезде мен саған ақша салдым ғой. Енді сен маған типа тоже рахмет ретінде жасай. Мен айтам, енді по идее вообще как должно быть. То есть сен салдың, мен ақтадым. Все, win-win. По идее, на этом вопрос закрыт. Но, в общем, ол енді переговорда мастер. В общем, эмоциямен басып, былай басып. В общем, көндіріп алды. Енді сумма побольше, доля поменьше. Сөйтіп келісіп. В общем, оны андай как старший брат ретінде, как бы рахмет ретінде, андай реально шынымен де негізі үлкен буст берді ғой, үлкен трамплин болды мен үшін. Сондай кезінде сенген үшін өз жағынан уже заранее біле тұра, то, что бұл ол үшін керемет вложение.
ақшасын қабылдадым. И бір ай өткен жоқ, ол кіргізген ақшаның, қазір процентпен айтайын, 45% шығарып алады. Бір айда. Бір ай өтпей, иә. Блин, кайф положение десей. Конечно, кайф. И короче, сөйтіп жасаймыз, үлкейеміз, там 3 айда общий 68 точка болады, жылдың соңына дейін почти 91 деңке болады. Сөйтіп, қазір 600-ге жеттік. Тема, кайф. Қарасайда, мақұл, жаңағы, енді бәрін істеп жатсың, там, то еще. Қалай осыған сенің жаңағыдай байқаймын ғой, инстаграмнан қараймын, постоянно әйтеуір ерте тұрасың, там қимылдап атасың, намаз оқисың, иә? Намаз оқисың. Иә, соның бәрі қатты саған көмектесетін сияқты. Блин, мне кажется, сен кәдімгідей тоқтамай әйтеуір жұмыс істеп жатқан сияқты көрінесің, реально. Бір андай бір, как будто бы сенде андай бір уақыт жоқ сияқты, кішкене андай выгорание, анау бір нәрсе деп жоқ болып кететін кезің болмайды. Вроде. Ол просто невыгодно. Уақыт жоқ. Мысалы, қазір Алматыға келдім 4 күнге. Бүгін менде подкаст, ертең жаңағы досым компаниясының 11 жылдығы, әр күні тағы бір подкаст, таңертең, и после обеда негізі ұшып кету керек едім, бірақ туған күнді осында өткіземін деп шештім. Понедельник қалам. И вторник ұшып кетем. Негізі шынымен де именно былай алатын болсақ, менде жылдың ішінде примерно жарты жыл бар. Это где мен типа hard work, нон-стоп, прям жұмыс істеймін. Ол, конечно, жаңағыдай там отбасының где-то претензиясы келеді, типа неге уақыт бөлмейсің деген сияқты. Бірақ ол мен мысалы 6 жылға бұрынғы оборотым, 1 жылдық оборотым 2 миллион теңге. Алдыңғы жылға оборотым 2 миллиард теңге. Бұл жылы, Алла қаласа, бұдан да көп болады. И енді бұл өте агрессивный рост негізі. Иә, типа сен қазір сонда қарашта цифраның артынан қуалап атқан жоқсың ба? Или типа сен солай қатты жақсы көресің ба жұмысты? Қалай сонда осы момент? В первую очередь мен жұмысты жақсы көремін. Аха. И цифралар да қызық па? Конечно, қызық. Потому что, скажем, мне кажется, примерно бір жылына 10 миллиард жасаған пайдаға дейін ақшаның әлі өмірде атқаратын рөлі қатты байқалады. То есть, ол не десеңіз, мысалы, примерно, скажем, мен там 5 жыл бұрынғы Жамбол, общежитияда тұрам, там күніне 2-3 теңге кетірем, самса алам, либо кейде даже самсаның орнына лепешка алам. И там, скажем, 2 жыл бұрынғы Жамбол, 1 жылда 700 миллион жасады. И там уже счетқа қарамайсың, меню ашқан кезде не справа налево, а слева қарайсың да болды. Направо қарамайсың уже даже, без разницы. И бұндай нәрсе өмірдің условиясын жақсартады. И менің ойымша, енді менің кәсібімдегі примерно маржаны алатын болсақ, 10 миллиардқа дейін жылына жасағанда әлі ақшаның рөлі ойнайды да. То есть сен тұратын жеріне, жүретін көлігіне, там жаңағыдай жейтін тамағына, барып жүрген елдеріне, сол елде жүрген условияларына әлі әсер етеді. Одан кейін ары қарай уже мен ойымша ақша ол принципе қатты әсер етпейді, там уже жұмыстың махаббаты ашылады да. Но мен үшін негізі мұнда ең басты нәрсе өзім потенциалымды максимально ашу. Яғни Жамболдың мысалы там, скажем, скиллдары қандай. И мысалы потенциал мынандай берілсе, и мен мысалы там, скажем, мынандайын реализовал. И маған қызықты, то есть мынаны поскорее реализовать. Өзімнің андай күшті версияма тезірек келу. Өйткені андайдан там енді мен білімді екіге бөлем. Ол бізде ақыреттік білім бар, және де жаңағы дүниелік білім бар. И андайда мынанда қатар ұстаймын, мынанда қатар ұстаймын. И мына жерде бірдеңе істегенде вау, анау білімнен, то есть кайфовать етесің, потому что сен даже андай переговор кезінде
бір фишкаларды енгізе аласың. Там жаңағыдай киінген кезде обратно же там мақсатқа сай, жаңағыдай ойына сай киінуге болады. Қалаған ойынды киіммен де жеткізуге болады. Ол да бәрі білім. Там ақыреттік білімді айтатын болсақ, там оказывается осындай дұға оқысаң, ол там сені таңнан кешке дейін любой бір жаңағыдай пәле жаладан сақтайды. Там осындай салауат айтсаң, мынандай болады, берекені арттырады. Анау и такой вау. И кейде бір күнде 24 сағат аз болып қалады, кейде ұйықтаған жалко маған. То есть просто уже ұйықтау керек по-любому, потому что энергичный болу керек. Но кейде прям андай моменттер болады, то что ұйықтаған жалко. То есть мен прям андай ұйқы келмей, адреналин ұрып тұрып, прям бір жазып атам, бірдеңке пландап атам. Там сондай нәрселер негізі өмірімде өте көп. Ол, мен ойымша, ол первый очередь жастық. Әлі жас болғасын, энергия көп, максимализм бар, амбиция бар. Поэтому ойлаймын да, мен точно андай ғой, айтады ғой, ракета ұшқан кезде, там қанша 80% топлива только стартта кетеді да. А уже ары қарай там 20% жетеді дейді. И как раз таки біз егер как ракета өзімізді қарастыратын болсақ, вот біз кішкентай кезімізде пайда болдық, өстік, дамыдық. И вот примерно там, наверное, 15 жастан бастап, где-то 30-35 жасқа дейін, это как раз таки ракетаның ұшу да, именно старт. И егер осы моментте 80% вложение жасамасаң өзіне, яғни өз біліміне, өзінің ертеңгі жағдайына, ертеңгі өзінің ортана, тогда ары қарай қиын болады. Сен, может, не взлетишь. 30-ға дейін орда бұзбасаң деген сол ғой, примерно негіз. 40-та қамаламайсың деген ше, қазақтың ше. Сонда типа 30, енді біреулер болады, когда 20-дан кейін 20 жас как раз қаңғыратын жас деп ойлайтын ше. Типа рекламалар көп қой сондай. Сондай ғой бізді үйреткен 20-30-ға дейін там гуляйте, там өмірдің ләззат алу керек, анау деген нәрсеге алып кетеді да. Мен шын айтсам, бірінші ақшамды негізі сол яхта, девчата, сондай негізі мотивациямен ақша табам ба деп ойлағам. Бірақ ол кезде ақша болған жоқ. Адам ниет дұрыс болған кезде уже ақша келді ғой. Ниет дұрыс болған кезде. Ана ниетпен келмеді ма? Келмеді. Но алғашқы қадамдар басталды. Жоқ, менде ақша тапқым келген. Почему? Потому что мен типа қыздарды нормальный ресторанға апарсам деп ойлайтын едім. Нормальный машинамен жүрсем, типа маған қыздар қараса деген ниет. Енді сондай ойда жақсы тамақ ішейін, жақсы киінейін деген идеямен. Но кейін уже азартына кіріп кетесің да уже, жұмыстың азартына кіріп кетесің. И мен қатты қуанам тоже, сол 20-ларымда жаман қатты жұмыс істегеніме. Что типа қумай қаттырақ. Сенкінде вообще ғой енді сен істеп жатсың там. Окей, тема. Вообще енді бағана ана жер әдем келатырек. Бағанадай моменттер болады. Стрессовый тағы да басқа моменттер, нақтын ақша керек жетпей жатыр, анандай болып жатады. Но сен сол кезде түсінесің, что ол болу керек нәрсе деп, иә? Типа когда быстрый рост болған кезде. Негізі ол нәрсе сразу айтам, ұнамайды. Өзіме. Вообще не очень ситуация, когда андай да, так, анда срок айтып қойдың, потом жартылып жүресің. Бұл негізі именно, мне кажется, андай жаңа проект, жаңа салада басталған кезде, как будто неизбежно, потому что Жанкофен басталғанда солай болды, Жанпрессен басталғанда солай болды, Саламбром басталғанда солай болды басы. И ол как бы, да, такой неотъемлемая часть. Это, как она айтады, долина смерти. То есть сенде в моменте обязательства көп, бірақ ақша жоқ, и сен қаншалықты шыдай аласың. Мысалы, там басында көбісі көп, кәсіпте көп нәрсе сол кәсіптің иесіне байланысты. Өйткені ол энергиясы жүрсе, ол жаңағыдай өмірден түңілсе, кәсіп жүрмейді. И ол командасына әсер етеді. Иә, мен мысалы даже егер, там, скажем, өмірімде бір не очень настроение жоқ кез болса да, мен командадан алдында андай какашка сияқты ешқашан жүрмеймін, настроениясыз, эмоциясыз. То есть мен қаншалықты жаңағыдай ішімде не болса да, мен егер команданың алдына келсем, офисқа келсем, всегда, то есть андай стараюсь держать на позитиве. Потому что обратно же кәсіп үлкейген кезде уже көбісі командаға байланысты болады.
И егер сен как қолбасшы ретінде андай мақсатына сенбесең или өміріне түлініп жүрсең, то уже командада не тілейсің деген сияқты. Конечно. Кеше ғой, буквально кеше бізде де по планам, по этим, типа, былай келе жатыр да негіз. И компанияда көбісінде там настроение жоқ, там шаршап жатыр. И кеше түнде сағат 10-дарда там собрание істеп жатырмын да менші. И тұрып айтып жатырмын да, расслабьтесь деп ше, бәрі нормально, короче. Енді олар да мені де көріп тұр, там, не знаю, менде де там онша емес настроение екен. Но бірақ сонда да аналарды жиналыс жасап айтып да, ребята, бәрі нормально, короче, типа, қатты не істемейміз. Өйткені по-любому лидер өзін қалай ұстағанына байланысты ары қарай бәрі кетеді ғой. Вот нәрсе мен осыға бойынша 100% келісемін да. Окей. Кеттік ары қарай. Жан пресса деген мынау. Жан пресса осы, Жан кофе бәріміз білетін. Осы. Енді одан кейін барып сен тапиокаға кіріп алдың еще. Не ағып, неге оға кіріп алдың тағы? Негізі ол действующий проект еді. И мен жаңағыдай жалғас деген партнерім маған как раз таки Жамбол, давай партнерство етейік. Сен мықты жақтарына инвестиция привлекать ету, кәсіпті үлкейту, жаңағыдай франшиза сата білу, как бы вот кәсібім осындай деп цифрларын көрсетеді. И айтады, давай бірге жаңағы дамиық. Мен цифрларды көремін да, көзім банк. Ең тез оккупация еткен точка 2 ай. Ең бірінші точкаға оккупация еткен уақыт 3 ай. Представляешь? Мен көрдім да, дедім, бұл не кәсіп дедім ғой. Сөйтіп изучать етіп, маржасын қарап, в принципе, операционкасымен өзім айналыспағасын, жаңағыдай по условиям келісіп, сөйтіп кірдім. Жақсы. Ал фокусты қалай держать етіп жатсың? Негізі басында мен айттым ғой, мен Мынандай болды ма конкретно қара? Сен тұрдың да, наны бастадың биыл 5 точка, сен бұяқа инвестиция тарттың, сен ананы істеп жатсың, бұяқта жұмыс көп. И сенде мынау бар, тоже развиваться етатқан. Бірақ по-любому сен мынаған фокус бөлген кезде, мынау кішкене слабить етіп, продажасы құлап, қалай осы моменттерден? Ондай нәрсе болады. Мында мынандай нәрсе. Мен басында өзім таныстырғанда, бұрын егер Жан кофенің основатель деп айтсам, қазір мен Жан групптың иесі деп айтам. Ол неге? Олай десеңіздер, мында бірнеше андай ключевой моменттер бар. Мен өмірлік қазіргі таңда түсінген миссиям это адамдардың кәсіп айналысуына себепкер болу. Яғни адам өмірін жақсарту кәсіп арқылы. И егер айтатын болсақ, мысалы, байда поворонки. Адамда, скажем, 3 миллион теңге бар по вложениям. Біз ойта и кәсіп бастағысы келеді. При этом қорқады, потому что бірінші кәсібі. И в основном жұмыс істейтін жері бар. Біз оған айтамыз, бауырым, қам жеме, өзің бұрын жұмыс істеп жүрген жерінде істей бер, параллельно Жан кофе алып, параллельно совмещай. То есть андай стрессқа барудың қажеті жоқ. All-in етіп, просто параллельно көр. Кәсіп сенікі ме, сенікі емес пе? Сенікі емес пе? Окей, аппаратын сатасың, либо біз сатып аламыз, либо там жаңағыдай басқа біреуге бересің деген сияқты. Кәсіп сенікі ме? Ары қарай үлкейте бер. 1 филиал аш, 2 филиал аш, 3 филиал аш, 4 филиал аш. Потом тағы ақша жинадың ба? Жан пресс. Ашуға там, скажем, примерно 30-50 миллион теңге керек. Қазір біз енді сметасын шамалы азайттық, примерно 25 миллионға уже ашылуға болатынын істедік. Бірақ там алғаш точкада мен 50 миллионнан аштым. Там дело в оборудовании. И қарадымда что-то разрыв үлкен. Арада что-то оны сосын түсіндім, то что, что-то резкий прирост жасап жердім да. И партнерларым көбісі, то есть резко мында көше алмады. И ортада бір нәрсе керек еді деп қалдым. И как раз ойланып жүрген кезде жалғасы кездесіп қалды тапиокамен. Вложение примерно 10-15 миллион теңге. И жаңағыдай ақталу уақыты там жарты жыл, 1 жыл, в основном солай. Біз енді сатқанда 1-1,5 жыл деп на всякий случай айтамыз. Но по факту біздің ақталып жатқан уақыт это 3 ай-7 ай. И ойладым, так, мына ортаға как раз таки тапиоканы қойсам, мен франчайзи партнерларым
мына проекттен ақша тауып уже жаңағыдай мен просто андай нәрсе болып қалды да мына жерде ақша тапқан партнерларым уже там басқа брендтердің франшизаларын ала бастады, кофейнялардың франшизаларын ала бастады. Потом бір партнерім 6 точканың иесі уже өзінің квартирасы, машинасы бәрі бар, басқа квартира алып флиппинг дейді ғой, сөйтіп жаңағыдай черновой алып ішіне ремонт жасап сөйтіп сатпақшы. И уже қарап жатырмын да, там партнерлар машина алып жатыр, уже қандай как будто қайда кетірерін білмей жүрген сияқты. И уже, значит, время пришло дедім. И бір қателігім то, что жаңағыдай сразу үлкен прирост жасап жібердім. И как раз таки мұнда тапиоканы қойдым да, енді получается партнерларға андай менімен бірге өсу 10 айда. То есть 3 миллион, 15 миллион, 25 миллион. И примерно там болашақта бір 3-5 жыл сайын жаңа проекттер пайда болады. Уже біз қазір Жампрессаны кухнямен Сатпаев қаласында бір франшиза уже бізден сатып алды кісі. Өзі помещение иесі екен. Сол жақта қазір Жампрессаны кухня форматында тестить жатырмыз. Это уже андай, как предподготовка на новый уровень. То есть уже с кухней. Ары қарай это болашақта ресторандар, это там басқа проекттер болуы мүмкін. И в общем, егер с призмы, жаңа кәсіп туралы айтып жатырмын ғой. Енді с призмы потребления алатын болсақ, мысалы студент болсын, там жаңағыдай, обычно в принципе бүкіл халықты алайық. Мұнда кофе там американо 500 теңге, капучино 790 теңге тұрады, доступный. Бұл бізде торговый центрда, универде, мектептерде, там фитнес-клубтарда, в принципе, бүкіл жерде тұр. И этот, мысалы студент алайық. Ақшасы көп емес, артық ақшасы жоқ, без проблем, жаңа кофе іше бер. Шамалы там жұмыс істей бастады, ақшасы көбейді, біз айтамыз. Окей, кездесулерінде Жампрессада өткіз. Потом жаңағыдай мысалы там свиданияға барғысы келеді, или там мысалы отбасылар, там жаңағы балаларын бір жаққа апарғысы келеді. Айтамыз, тапиокаға бар. Поплатишь. И біздің мақсатымыз там мысалы еще андай там сумочка керек па, подарок жасағың келе ма, 20 стал. Бізде еще сумочкалар бар. И сөйтіп, то есть экосистема құру да. Адамның туғанынан бастап өлгенше дейін основной сфераларын жан групппен қамтамасыз ету. То есть андай вот да, Жампресса болсын, жан кофе болсын, тапиока, 20 или там басқа ертең болашақ проекттер болсын, андай да проекттер новый бола береді ғой, бірақ ана вставканы көреді да, жан групп. И это уже как этот такой кредит доверия. Типа бренд да жаңа новый, но жан групп екен, сапасы точно бар. Сенуге болады. И біз как раз таки қазір сондай экосистема құрып жатырмыз. Поэтому егер сондай призмадан алатын болсақ, фокус на одном. С призмы каждого бизнеса, да, где-то есть жаңағыдай подъемы, где-то спады. Но если с призмы бизнеса общего, как жан групп, мы столько өсіп жатырмыз. Понятно. А вообще Жампрессаға қандай пландар? Сколько точек хотите, там, не знаю? Қазіргі таңда біз пайдалы бизнес-модельді әлі іздеу процесіндеміз негізі. Осы Аллаға шүкір 5 точканың уже 3-еуі плюста, 2-еуі там в небольшом минусе, әлі мынада присматриваемся. Қазір 6-шы точканы ашып жатырмыз. Там егер 1-шы точкамен салыстырсақ, там ремонт жағынан, вложение жағынан небо и земля. То есть біріншілері вложение көп, ремонты не очень. Қазір вложение аз, ремонты әдемі. Уже сондай процесстер, уже опыт, тәжірибе жағынан жақсардық. Негізі жылдың соңына дейін бір 13 точка ашамыз, Құдай қаласа. Бұнда жаңа развитие процессы, ол бізде франшиза, региондар, егер сіздер жаңағы бір кішігірім там қаладан или ауылдардан болсаңыздар, или в целом даже үлкен қаладан болсаңыздар, то бізден франшиза алатын мүмкіндік бар. Это Жампресса болсын, тапиока болсын. Және де біз өз точкамызды үлкейтіп жатырмыз. И 10 миллионнан бастап инвестиция қабылдаймыз. И не жақсы, адам мында инвестор ақша салған кезде, ол бір Жампрессадан емес, сразу 3 Жампрессадан ақша алады. И за счет того, что мысалы мен айтып жатырмын, там 2 точка минуста. И біз пулдарға бөлдік та, мысалы бір пулда 2 точка плюсовой, 1 точка минусовой. Егер инвестор бөлек бір минусовой точка случайно салып қалса, ол как бы отыратын пайдасы.
Зато она плюсовые точки как бы перекрывают, да? Поэтому мында тоже вложение дерифицированы, егер жаңағыдай ақшаны көбейтем, при этом условия андай более комфортабельные, риски минимальный болатын қажет етсеңіз, то осы проект сізге жарайды. Вот, в принципе, қазір біз уже Сатпаев қаласында бір франшиз саттық, Атырау қаласында бір предоплатамыз бар. Сөйтіп, в общем, дамып жатырмыз. Тема. Вообще, давай мынаны до конца түсіндіріп кете салайық. Қалай, жалпы қара, Жанпрессаға қанша миллионнан бастап инвестиция қабылдайсыңдар сонда? 10-нан бастап. 10 миллион береді и 3 кафенедан доля алады. Бұл доля навсегда. Ақталу уақыты примерно 2-2,5 жыл. Но зато долясы, то есть пожизненно. Ол ертең капитал ретінде долясы өсуі де мүмкін. Яғни мысалы это жаңағыдай ғой, вот Олжас кезінде Жанкофеге салды, и там енді ол вообще, конечно, такой момент, то что там бір айдан кейін 45% шығарып алу деген. Но смысл в том, то что доля қымбаттайды да. И мысалы қазір Олжас доля сатам деп шықса, уже кіргізген ақшасымен қазіргі сол долясының құны тоже жермен көктей, иә. И Жанпрессада то же самое. Қазір то есть ақша салып, ол во-первых дивидендпен ақшаңызды шығарып ала аласыздар. Екіншіден болашақта бұл проект узнаваемый болған сайын бұның уже құны да өседі. И бұл нарықта сияқты ғой, как вот акция, облигация сияқты. То есть сізде по сути Жанпрессаның определенный как бы акциясы бар. И ол да сізде уже нарыққа қарай өсіп төмен. Сен ай сайын дивидендтің ағанынан бөлек, сен оны сатып та кейін ақша таба аласың. Егер ол уже қымбаттап кеткен кезде, тема. Окей. Оған тағы да кішкене ораламыз, наверное. Ал қазір қақта тұрасың? Астанада? Астанада тұрам. Негізі өзің сояқтың баласысың ғой? Негізі мен Держанецтен боламын, Ақмола облысы. Иә. Ал сөйтіп, в общем, қара, осының бәрі сол бағанағы бір 7 мың теңге кеп, сөйтіп басталғаннан болды. Ең бірінші инвестицияң 9 мың теңге 6 ай іздеп таптың дедің бағана. Енді давай, наверное, адамдар отыр ғой, бізде өте ең көп келетін сұрақтардың бірі ше. Қалай инвестиция тартам, қаяқтан іздеймін? Қандай совет бере аласың осындай бір жастарға? Ең бірінші инвестиция тартқан кезде это 3F формуласын қолдану керек. Яғни ол не деген сөз? Ол ағылшынша family, отбасы, friends это достар, достардың достары, таныстар. Үшіншісі ол бізде fools, дураки дейді. Бірақ егер жаңағыдай мен өзім оны переводпен айтатын болсақ, это андай үлкен рискті көре тұра саған сенім артқан кісілер категориясы. Негізі сіздерде егер опыт болмаса, репутацияңыз жоқ болса, первый очередь сол жаңағыдай отбасы, туыстар, туыстардың туыстары, там жаңағы нағашылар, сол жақты қарау керек. Екіншісі это достар, достардың достары, одногруппниктар, одноклассниктардың достары, одногруппниктардың достары, сөйтіп вообще тоже аралау керек. И ең бастысы андай жүрген жерде егер сізге ақша керек болса, ақша керегін айту керек та, потому что адам ескеп білмейді. Оны сіздер өздеріңіз айтпасаңыздар, адам как бы қазір негізі ақша салатын жерлер көп қой. Альтернатива өте көп. Қазір там екінің бірі кәсіпкер болғысы келеді, екінің бірінде бір әйтеуір идея бар. И поэтому, то есть егер сізге керек болса, бір бизнес-план жасау керек, бір определенный прогноз жасау керек. Инвестиция қабылдаған кезде вот әрине рисктарын айту керек. Мысалы болады андай адамдар ақша қабылдаған кезде риск туралы бір үндемей кеткісі келеді. Ну типа потому что ақша керек. Мен мысалы өз жағымнан қаншалықты ақша керек болмасын, прям жақсы көретін науым, жаңағыдай главам, это негативті обсуждать ету. Ана инвестор мысалы все дайын тұр да, и мен айтам, подожди. Егер мысалы проекттің там енді бәрі Алланың қолында, но бірақ енді по прогнозам, там скажем, 90% вероятность успешность, да? Все равно айтам ғой, 10% туралы. Жүрмей қалсаң, осылай ақша қайтарылмайды. Там сен осындай нәрселерің бар. И ол не үшін проговорить етем? Өйткені оны айтып партнерство етсем, ол ұзаққа болады да. Егер мен мысалы қазір тек жақсысын айтып, жаңағыдай инвестиция қабылдасам, ол жаңағыдай там жақсылыққа апармайды. Мысалы, Жанпресса, там вот инвесторлар бар, которые жарты жыл бұрын ақша салды, и олар там алдыңғы айда только бірінші дивидендтерін алды. То есть олар там 5 ай бойы ақша алған жоқ.
И при этом как бы они довольны. Ну, довольны дегенде, то есть они готовы к этому. Почему? Потому что обратно же инвестиция қабылдаған кезде дұрыс қабылданды. Айтылды бәрі. Бұл, во-первых, қарыз ретінде берілмейді бұл ақша. Бұл как бы сіз бұл ақшаға доля сатып аласыз. Мен как бы бұл кәсіппен управлять етемін. Екіншіден жаңағы мынада там даже кейбір инвесторлар докупают. То есть әлі ақша алған жоқ, бірақ там әлі ақша салып жатыр. Типа айтады, там мысалы дисконт жасаймыз да, кейде скидка. Типа, ну вот проект әлі жүрмей жатыр ғой, арзандау алып алсам болады. Бізде бір инвестордың долясы ол 28 миллионға алған екен. И қазіргі мен сатып жатқан бағамен егер ол сатса, долясы 40 миллион тұрады. Компрессияда. Уже. То есть и андай да, қазір ойлап жатыр, может там келесі пулдан тағы алып алайын ба деп. И мен бұларға еще қазір инвесторларға айтып жатырмын да, типа, давайте қазір енді проект жаңа ғой, енді развиваться етіп жатырмыз, давайте осы жарты жыл бойы пока ақша алмай тұра тұрайық. Мен мына қазір шыққан пайдаларды, қазір сезон келіп жатыр, біз в принципе уже жақсы пайда табамыз деген ниеттемін. И в принципе уже цифрлар соған подтверждение беріп жатыр. Я айтамын, давайте пока ақша алмай тұра тұрайық. Өйткені январь айларында возможно бір спад болуы мүмкін, Астана қаласы салқын. Екіншіден оған дейін пайданы біз қазір шығарған орнына мен лучше оны маркетингқа салайын, сөйтіп жаңағы узнаваемостьқа салып бір кәсіпті бір үлкейтіп алайық. И сөйтіп приложение айтып жатсың ба? Иә, и сөйтіп жаңағыдай январь, февраль, мартта давайте уже накопленный пайданы осы уақытта соны бір шығарайық. И зато сумма нормальная будет, ощутимая. И как бы даете возможность раскрутиться. И там, в принципе, мен инвесторларға айттым, как бы в основном все за. Айтады, хорошо дейді. Обратно же, егер мен мысалы там максимально агрессивный образбен, позитивный сценариймен ақша қабылдаған жағдайда бұл нәрсе болмайтын еді, наразылық туатын еді. Блин, Жамбол, ты что делаешь? Типа, как полгода без дивидендов? Но мен оларға во-первых, қабылдаған кезде и бұны айтқан кезде айтамын, мысалы товаркамен айырмашылық не? Товаркаға бүгін ақша салдың, ертең шығарып алдың. И бірақ қайтадан тапқың келсе, тағы жасау керек, жұмыс істеу керек тағы. Бұл кәсіпте ақша салдың, да, в моменте, может, ты меньше зарабатываешь, но зато бұны бір оборотқа шығарып алсаң, уже стабильно келе береді да. Потому что уже өзінің бір нормасы бар. Ол уже ниже не спустится, а только выше поднимается деген сияқты. И поэтому как бы инвесторлар такой, без проблем, мы же долгосрочно. Поэтому мұнда еще Жампрессада условия бар инвесторларға. Бірінші 3 жыл инвестор долясын сата алмайды. То есть бұл условияны біз неге қостық, чтобы исключить темщиков. Андай да? То есть біз как раз таки анау товаркаға ақша салуды үйреніп қалған инвесторларға фильтр жасап қойдық да. То есть бұл долгосрочный проект. Как бы біз 2,5 жылда ақшанды ақтап береміз, құдай қаласа. И, соответственно, 3 жылда уже кіргізген ақша қолда, там уже с приростом. И плюсом еще жаңағыдай долясы, это как квартира, машинадағы, как бы машина сияқты ғой, квартира сияқты, актив. Оны ертең еще сата алады. И сөйтіп еще кэш-аут жасай алады. И как бы сөйтіп вот дамып жатырмыз. И вообще бұл жердегі совет то, что бүкіл планды айту керек. План А, план Б, план С, план Д. План Д это когда вообще жоқ болып кеткен кездегі. Негізі вот біз инвестиция қабылдағанда 3 сценарий рассматривать етеміз. То есть это пессимистичный, такой реалистичный и оптимистичный. 3 сценарий не үшін жасаған дұрыс? Это, во-первых, сіздер бұны инвесторға көрсеткен кезде инвесторды түсінеді, насколько вы реалистичны. То есть мақсатыңыз не? Просто ақша қазір в моменте алып алу ма или реально жұмыс істеп шығару ма? Потому что кейде жаңағыдай енді маған там проекттер келеді, кейде қараймын да, там пессимистичный сценарийдің өзі оптимистичный болып тұр да. А оптимистичный сценарий нереальный сценарий болып тұр. И уже сен на этом этапе даже түсінесің да, то, что кәсіпкер, ну, что-то в облаках летает, в розовых очках сидит деген сияқты. Поэтому егер сіздер ақша салам деген ойларыңыз болса, обязательно егер кәсіпкердің өзі бұл теманы көтермесе, сіз как инвестор өзіңіз көтеріп көріңіз. Неге там жаңағы не болады?
жүрмей қалса, да. И мен как бы вот всегда обсуждаю дефолт. Как бы Құдай сақтасын, менде Аллаға шүкір бір проектімде дефолт болған жоқ, обширно. Да, по филиалам там Жанкофенің кейбір точкалар жүрмей қалған кездер болды. Оны просто көшіре салсын басқа жаққа. Там Жанпрессада там как бы, енді новый проект. Но всегда дефолтты обсуждать тем. То есть даже вот салам бұрын бастадым, инвесторға сразу анау кәсіп жүрмей қалса деген сценарий ол жақта 1/99 да. Жаңа айтып отырсың ғой, популярный ғой ол кезде, аты шығып тұрған. Ну как он не пойдет? Скорее всего пойдет. Но мен даже при этом айтам да, жүрмей қалса ренжіме, ақша қайтпайды. И зато партнер да довольный, да, то есть ол да понимает, на что идет. Түсіндім. Қара. Енді қанша миллион инвестиция тарттың сен общий Жанпрессаға? Жанпрессаға примерно 200 миллион тарттым. Блин, енді қарашта 200 миллион елдер енді 20 миллион тартуға қорқады ғой, енді 2 миллион тартуға қорқады, енді 24 деп балдар бар да, енді сен 24-ке келіп жатсың ғой енді. Ал сен осындай үлкен ақшалармен ойнап жатсың ғой, и типа қалай қорықпауға болады или қалай бұндай рискке барып жатсың сен? Короче, мынандай нәрсе болды. Жанкофе енді, в принципе, самодостаточный бренд та. И мен негізі уже ближайшие 1,5 жыл ақша привлекать етпегем. Осы Жанпрессаға дейін. И там как бы уровень андай да, жаңағыдай қарадым да, мен получается 2 жыл бұрын 200 миллион жасадым, 1 жыл бұрын 2 миллиард жасадым. Рост только в 3 раза. И ойланып қалдым да, блин, а почему рост маленький? То есть потому что бұрын мен былай өскем. 2 миллион теңге, келесі жыл 40 миллион теңге, 20 есе. Потом 40 миллион жасадым, 400 миллион жасадым. Мында бізде тағы 10 есе. Потом 400 жасаған кезде келесі жыл 700 миллион жасадым. Всего 2 есе. И то 2 есеге жетпейді. Потом 700-ден 2 миллиардқа жеттім, только 3 есе. И мен смотрю, там 10 жылдық планым, 2030-дағы. И что-то если мы вот так расти будем, что-то не пойдет, не бьется план. 2030-да қандай болу керек? Примерно сонда. Алла қаласа мен мында уже ол 2030-ға оборот емес, таза пайдамен бір план қойғам. Вообще осы подкастқа келе жатқан кезде сен ғана болдың ғой сұраған, шаяқтың фоны қандай деген сияқты. Бұл не үшін? Білем ғой, мен сен стилистің бар, сен советоваться етіп бір жерлерге арнайы киім киесің. Осы бойынша давай, типа, это зачем? Не үшін, қалай? Қақтан келді? Негізі мен стилистім Жанна Ахметова. Ол кісімен уже 1,5 жыл бойы киініп жүрмін. Ол вообще андай үлкен Қазақстан, как бы, одевает первые лица Казахстана. Үлкен бастықтарды киіндіреді. И мен он, наверное, такой самый простой клиентом, самый такой қарапайым. И негізі ол кісіден мен көп нәрсе үйреніп жүрмін. Қандай брендтерді кию, мысалы біз 1,5 жыл бұрын киім не бастаған кезде менде аяғымда аяқ киімнен бір обычный бренд болмайды. Бәрі әйтеуір люксовый. То есть это Louis Vuitton, Gucci, Prada, так далее. И обычный аяқ киімді қарастырмаймын. То есть Nike, Adidas деген андай как-то не воспринимаю, короче. Там уже ол аяқ киімдер, в принципе, бітірдім. Там менде повседневка Валентина, типа. И уже там үстіңгі киімдермен көше бастадым да. То есть там уже футболкалар, рубашкалар, ақырын уже солар, там шалбарлар 200 мыңға ала бастаймын. Ол брендтер көрмесе, но уже типа андай да, типа арзан брендтерді алмаймын. И в какой-то момент адасу басталды да. То есть это реально, қазір мен түсінгенім бойынша, это адасу. Потому что типа там обычный бренд типа не воспринимать это неадекватно. И оны как раз таки мен Жаннаның арқасында түсіндім. Неге олай болды? Өйткені біз жұмыс істер алдың басында, ол, мен помню, Валентинамен жүрдім, и айтады, типа неге бұны кидің? Мен такой ойланып қалдым да. Не знаю, просто повседневка, типа киіп жүрмін дейді. Айтады, надо же додуматься. Валентина здесь. Типа жасым 21-де ол кезде, и Валентина мен киіп жүрдім, типа там жасқа сай емес та. А потом там братта деген тағы бір кездесуіміз болды. Ойладым, так, ладно, Валентина ұнамады.
давай-ка мен одену там жаңағыдай бір шалбарды киіп алдым, пятишки, там где-то 180 тұрады, там бренд бірақ көрмейді. Потом ойладым, аяққа так бұған Луи Виттон жарасады. Еще Луи Виттон мандай как раз бір лимитированный коллекциядан. Бұл енді ұнамаса білмеймін дедім. Соны киіп алдым, футболка так ойладым. Так, ладно, обычный бренд киімей қояйын. Там Гуччи киіп алдым, кажется. В принципе, под цвет вроде бәрі жарасады, там сапасы да вроде жақсы деп барам. Осын енді күтіп отырмын ғой, андай қазір реакциясы айтады шығар, там мақтай шығар деп. Тағы сұрақ қояды. Типа, а неге Луи Виттон кидің дейді да? Мен такой, так, что-то кажется не то. И жаңағыдай сұраймын да, а че не болды деймін. Ну просто айтсын, типа, неге кидің? Мен такой, сізге Валентин ұнамады, енді Луи Виттон кие салдым дедім. Осын айтады, а че, типа, уже шыдамай кетті, айтады да, а че, типа, неге там обычный там Nike кимейсің, Adidas кимейсің? Я говорю, менде жоқ. Типа, да, менде там Prada бар, там жаңағыдай Луи Виттондар бар, Гуччилар бар, Валентиналар бар. И типа, білмеймін енді, вот айтады ғой, там ер адамның аяқ киімі жақсы болу керек, и қолындағы там сағат жақсы болу керек деген сияқты аксессуарлар. Поэтому как бы сондай алып жүрмін деймін. Деді. Осын, короче, түсіндіре бастады. Вот сен кәсібің Жанкофе дейді. Целевой аудиторияң сен тартатын адамдар, то есть это там в основном жұмыс істеп жүрген адамдар. Жаңағы бір жерде істейді, ақшаларын енді накопить етіп, енді кәсіп бастағысы келетіндер. И сен мында Валентинамен жүрсің дейді. Ты же вообще не бьешься дейді да, со своей аудиторией. То есть ты, получается, өзің жас болып, андай үлкен брендтер киіп алып, сен, по сути, өзің целевой аудиторияңды отталкиваешь дейді да, от себя. Я такой. Ойланып қалдым. И потом бір фразасы болды. Жамбол, ты не зарабатываешь из-за того, что как-то одет. Ана жерде деген бітті ғой, менде мынау басталды ғой. Ана чувство упущенной прибыли болады ғой. Сен дұрыс емес киінгендіктен ақша тиратып жатсың деді ғой. Просто мына жақта ақша дұрыс таппай жатсың дейді да. Все, айтамын ғой, Жанна, қанша тұрады, давайте киінейік деймін ғой. Давайте дұрыстап жаңағыдай жұмыс істейік. Мен айтамын, типа, жаңағыдай қанша, қалай? Ол айтады, мен жаңағыдай мынаған жұмыс істемеймін дейді, то есть сразу ба. Мы давай поживем дейді. То есть поживем деген это как подписка. 1 жыл, жарты жыл, 2 жыл и сөйтіп. Біз уже 1,5 жыл бойы жұмыс істеп жүрміз. Сонда сен кәдімгідей бір жерлерге баратқанда выступать етуге, подкасттарға, тағы басқа нәрсеге сен всегда не киім киетінін советоваться етіп аласың. Аудиторияға сай, жеткізетін смыслына сай сөйтіп киінеміз. Даже прическаны өзгерткен кездер болды. И менде содан бастап болмаған, во-первых, запрет қойды. Жарты жыл бойы мен вообще люксовый ешқандай брендті кимей қойдым. То есть мен там 6-7 пар аяқ киімім, мен примерно санадым, там нормально миллиондар жатыр, просто жатты. И только жаңағыдай нонейм брендтер киіндіре бастады. Ешқандай логотиптер жоқ. Сосын жаңағыдай сөйтіп киіне бастадым. Жарты жыл өтті. Еще момент. Мен когда ең бірінші Nike'ымды алған кезде сторис саламын ғой, типа, осыны Nike алдым деп. Мен туған інім андай реакция тастап, типа, мә деген бір там, не помню, бір эмоция береді да, типа, күшті деп, типа, там, блейзеры деп па, бірдеңке моделінің атын. И мен сол кезде түсіндім ғой, мә, получается, мен анау қаншама уақыт Валентина алып жүрмін, там, Луи Виттон алып жүрмін. Ол бір там Праданың аяқ киіміне, құнына там дофига Nike алып тастауға болады да. А мында получается бір там Nikeқа інім респект давать етіп жатыр да. И мен сонда түсіндім ғой, получается, реально қаншама мен анда ақша кетіріп жүрмін. И тут целевой аудитория вообще надо респект жоқ та. А мында просто Nike алдым, и все, кетті ғой, там реально прям эмоциялар кетті. Ол кезде как раз таки сильно ауысып қалған кез. И сол кезде уже біз под выступление, под аудиторию, мысалы мен там школьниктарға бір киінем, студенттерге басқаша киінем, егер кәсіпкердің алдында выступать етсем басқаша киінем деген сияқты. Там даже кейбір кәсіпкерлердің там выступлениясын алдында шақырған адамға байланысты біз кейде специально бір аксессуар аламыз, сумка аламыз, или там бір определенный... Давай сондай бір момент айтып берші, допустим, бір... адамдардың аттарын айтпай ақ қояйын, но просто там мысалы
Мысалы вот бір кәсіпкерлердің алдында выступать еттім, ол жерде в принципе көбісі жағдайлар жақсы. И мен ойлағам, так, Prada сумкамен барайын. Типа бренд там узнаваемый. Айтады, ты кого там удивлять собрался, дейді да? Типа кімді таңғалдырайын деп жатсың? Оған таңғалдыратын ешкім жоқ. Иә, там жоқ та ол, в принципе, там екінің бірінде не Louis Vuitton, не Prada сумкалары бар да, рюкзактар деген сияқты. И айтады, давай Туми алайық дейді. Тумиден, так, сосын сұраймын, что за бренд? Айтады, ол байлар тоже киетін, жағдайлар жақсы, адамдар алатын бренд, айғаламайды, про качество, про удобство, про жаңағыдай өте ыңғайлы, и при этом сені шақырған адамның ол как бы ұнататын бренд. Такой, давай алайық. Там қанша, не помню, бағасы, там где-то 300 мың ба 400 мың, может, солай тұрады. Соны алдық. Мы там даже спланировали то, что жаңағыдай мені выступление шақырған кезде мен там якобы что-то забыл в рюкзаке, и там қайтадан рюкзакқа оралып, там бірдеңке алам деген сияқты. Ол неге? Потому что андай как бы сөз айтпай донести, аккуратно сакцентироваться на рюкзаке. И таким образом можно донести андай өзің интеллектуалыңды жеткізсем болады да. Сосын мысалы там мен ояққа там Прадан емес, там Louis Vuitton емес, Nike кидік. Там просто нонейм қара футболка, обычно қара шалбар кидік. И мен сояққа вообще в целом барған кезде, там в принципе көбісі как бы и так достарым таниды. И такой, Жамбол стильно оделся, там жаңағыдай классно выглядишь деген сияқты біраз комплимент алдым. И мысалы неге Nikeқа көштік, неге Adidasқа көштік? Мен жаспын. Кәсібім де жас, как бы, и в целом енді дамыватқан, ақша тауып жүрген стадиядамын да. И получается, мында мен там Nike киіп, Adidas киіп, в принципе, өзім жасымды подчеркивать етемін да, жас екенімді. И получается, как раз таки там үлкен кісілердің алдында, уже кәсіпте біраз жетістікке жеткендердің алдында выступать еткен кезде, мен олармен үлкен брендтер киіп жарысатпаймын да. Андай брендтермен өзімді қарапайым жас екенімді жеткіземін. И при этом ауызмен сөйлейтін цифрларым, в принципе, олардың там уровенінде сай. И сол кезде андай нужный эффект алынады да. То есть они жас болып осындай жетістікке жетіп жатыр. И уже сонда кәдімгі даже біздің имидж, біздің киіміміздің өзі сөйлейді ғой сонда, иә? Сонда біз сонымен де сөйлесе аламыз ғой. Енді айтады ғой, встречают по одежке, провожают по уму. То есть сен сырт келбетінен қарсы алады да, сен сөйлеген сөзіне сай сені шығарып салады. И біз мысалы там үлкен, скажем, мероприятияда жүрген кезде екінің бірімен бәрімен сөйлесуге үлгермейміз ғой. И соответственно біреу сырттай көреді, біреу жаңағыдай сөйлеседі сенімен деген сияқты. И сен жаңағыдай қалай киінгенің, сенің статусыңды, сенің позицияңды, сенің жаңағыдай қалталылығыңды жеткізе алады. И біз мысалы там әдейі бренд, даже үлкен популярный брендтер алғанмен логотиптарын кішкентай қыламыз. Мысалы, к примеру, вот футболка, скажем, бренді логотип кішкентай ғана. И при этом он там мысалы түсін бөлек қызыл қылса болатын еді. Бірақ айғаламайтын қылдық. Или там мысалы қара обычный футболка. Тоже там, скажем, жаңағыдай. Вообще көрінбейді да. Там адам даже может танымайтын бұл брендті, адам бұны даже танымауы да мүмкін. И мынау такая тихая роскошь. То есть сен просто в первую очередь өзің үшін аласың. Өзің комфортың үшін аласың. Он адам көрді ма, көрмеді ма, это уже как бы его вопрос, да? И мысалы там кейбір брендтерді алған кезде, мысалы там вот аяқ киім. Бұл аяқ киім там сыртынан вообще қанша тұратынын даже адам білмейді да. Бірақ бұның бағасы там примерно как жақсы бір брендовый, люксовый аяқ киім құнынан там чуть-чуть қана арзан. Но зато бұл там про удобство. Бұны танитын, бұны киетін адамдар бұны аяқ киім таниды. И обратно же. Негізі бір орталар бар ғой, оны замечать ететін. Оны байқайтын. Просто ол кәдімгі уровеньмен кете беретін нәрсе ғой. Әрине. И байқап бастайды уже. Типа... И мысалы мен өзім бұндай брендтерге киіне бастағасын, вот анау самолетта кейде болады. Мен уже адамдардың қандай киімде екенін байқай бастадым. Тани бастадым. Мен вот бұрын шок болатын, когда маған стилистің айтады, неге бұл носкиді киіп алдың?
мен ойлап қоямын, носки не қатысы бар? Ну, типа, носки там зимний, летний деп бөлінеді ғой. Но ол еще не то, что там жаңағыдай жүн носки или там просто этот тонкий носки. Материалына даже көңіл бөлеміз қазір. То есть это там жаңағыдай вот даже біз кейбір мероприятияларда там лодыжка ашық болу керек па, или жабық болу керек па, соған көңіл бөлеміз. Это где-то этикеткаға сай, где-то жаңағыдай аудиторияның жасына сай. Менде мысалы там отдельно пикникқа образдарым бар. Самолетпен өте көп ұшқасын, там, в принципе, жылына где-то менде плюс-минус 100 перелет болады шығар. Соған сайда біз как бы специально мен тревел костюмдарым бар. Там мысалы тревел костюмымды, кажется, 700 ба 800 мың қалдық. Ну, шалбармен как бы спортивка. Бір бренд жоқ. Вот мен егер стилистім болмаса, мен оны өмір алмайтын едім, наверное. Бірақ қазір уже оны алып киген кезде қаншалықты ол сапалы, қаншалықты ыңғайлы екенін түсініп жүрмін. И бұл нәрселер обратно же, мысалы, самолет. Там, скажем, бір жылда 50 мен 100 перелеттің арасында болса, мен получается біраз уақыт самолетті өткіземін. Самолетта обратно кездесулер болып қалуы мүмкін, бір танысыңды көрісіп қалуы мүмкін, жаңағыдай біреумен танысасың. И обратно же, сен жаңағыдай самолетта как тоже үй сияқты ғой. Үй сияқты дегенде жаңағыдай іші кішкентай болғанда, в принципе, анау адамдар жүріп жатады ғой. Сол кезде сен адамды қарайсың да, потому что істейтін нәрсе жоқ басқа. Не киіп алған, қандай. И сен уже, получается, там самолетті жақсы киінгеннің арқасында сені біреу байқап қалуы мүмкін, или сен біреуді байқап қалуы мүмкін. Потом, обратно же по этикету, самолетта, оказывается, парфюм себудің қажет жоқ. Ну, самолетқа дейін. Потому что замкнутое пространство, и сен қазір духимен шығып аласың да, сосын қасындағы адамның басына ұртасың. Еще того өзінің басында ұртасың. То есть сондай нәрселердің, в принципе, бәрін маған үйретіп жүрген кісі. И андайда жаңа левел айтып жатырмыз ғой. В принципе, әр адам өскен сайын, ну вот, по крайней мере, менде солай, әр уровеньға өскен сайын өз кезінде өзім бір проводниктарым болады. Мысалы, бұрын это там какой-то бір инвесторларым мені там жаңағыдай кәсіптік тілде сөйлеу, кәсіптік түрде өзіңді дұрыс жеткізу, сондайға үйретіп жүрсе, там Саламбұрға салған Олжас партнерім мен там финансыға, аналитикаға үйретсе, там қазір андай стадияда, там Жанна мені там стильға, қалай дұрыс киінуге, қалай өзіңді дұрыс ұстауға, қалай дұрыс сөйлеуге, соған үйретіп жүр. И то есть менің ойымша, егер сіздер жаңағыдай дамимын, ну, в принципе, бәріміз дамимыз ғой, просто әр қайсымыз өз саламызда, өз мақсаттарымызға сай. И ең бастысы өзіңізге дұрыс жаңағыдай проводник таңдап алыңыз. Ол ақшаға болуы мүмкін, ол безвозмездно дос ретінде болуы мүмкін. И сол кісілердің арқасында жаңағыдай жаңа уровеньға өту оңайырақ болады. Өйткені мысалы, там сол Жаннаның арқасында мен нонейм брендтарды үлкен бағаға ала алатындай жағдайға жеттім. Потому что бұрын, мысалы, мен оны түсінбейтім. Зачем? Типа, ол ешкім танымайды да, зачем оған ақша төлейді? Вообще, окей, енді қара, проводник деп жатсың ғой. Сен өзің осы бизнесті оқығансың ба? Осы обучение бойынша инвестиция басыңа білімін? Вообще, мен профессиям это ағаштан бұйым жасау. То есть это мынандай стол, орындық, мягкая мебель, там жаңағыдай дома из деревьев деген сияқты, иә, из бревен. Негізі мебельщикпін. Вот, кәсіптік, как бы профессионально білімім жоқ, бірақ жаңағыдай өмір үйретті ғой, то есть практика үйретті. Енді инвестиция бойынша алатын болсақ, мен екінші 900 мыңнан кейін 2,7 миллион теңге привлекать еткен кезде бір күнде бір инвестиция туралы кітапты бітіріп тастағанмын. То есть андай өзім сол бұрынғы кездердегі событияларға сай, конечно, оқыған бір білімдерім кітаптан болсын, подкасттардан болсын, осындай подкасттар тоже өте пайдалы да. То есть там 1-3 сағат арасында сен бір 10 жыл бойы, 5 жыл бойы тәжірибесін как бы ала аласың. Даже қалай сөйлеп жатыр, қалай ойын жеткізіп жатыр, қалай киінген, оның бәрін, то есть где-то перенимать ете аласың. Осындай енді қазір көп қой білім, қазір главное желание болса болды. Кезінде енді в принципе өте көп курстарды өткен, саған да келдім мысалы. Андай ғой, бір керемет жағдайға жеттім деп тоқтап қалмау керек та.
Постоянно развиваться. Потому что моментами сен может даже білесің оны естідің, бірақ ұмытып қалдың. И потом бац, там жаңағы бір подкаст болсын, бір тренинг болсын, интенсив болсын, келдің да бац еске түстің. Мысалы маған сен подкастында болған бір қатты прям есте қалып қалған нәрсе, это сен андай айтқансың. Қаншалықты сен бай, қаншалықты дәулетті, қаншалықты мықты болма, сен әкеңнен артық болмайсың. То есть это бәрі все равно сен как бы әкенің уже автоматически как заслугасы болып кетеді да. То есть обратно же там мен 18 жасымда болған кезде андай бірінші бір там айына 100 000 теңге тауып, все там оқуды ұстаймын, там болды кәсіпкермін деп бір өзінше намы боласың да. И сол кезде тоже бір путать еткім келген кездер болды берега. Там типа ойлап қоямын, не мен вот ақша тауып жатырмын, там енді бастадым уже 100 000 теңге айына, типа а что там неге папа мамам бастамады деген сияқты. Ну әркімнің өзінің рөлі бар. Ол мысалы қазір мен там ақша тауып жүргенім, ол по-любому мен кезінде кішкентай кезінде ата-анам берген тәрбиесінің арқасы. И как раз таки оны как бы такой түсінік бар, бірақ там бац фразаны естіп қалдым. И все автоматически әр нәрсе өзінің орнына түсті. Ол да ертең өзінің пайдасына келді, потому что сен өзің орынды білесің, өзің жаңағыдай түсінігің пайда бар деген сияқты. И поэтому қандай жағдайға адам жетпесін, әрқашанда оқу керек. Как айтады ғой, 100 жыл оқы дейді да. Андай болмау керек та. Там 20 жасында жаңағыдай өліп қалды, бірақ там 80 жасында көмді деп. Сондай ситуация болуы керек. 20-25-інде развитиені тоқтатсаң дамуды, онда өлесің, и сен 75-інде 80-інде көмеді. Осы нәрсе. Вообще тағы бір мен ең танитын адамдардың арасында сені мен всегда бүйтіп айтып жүремін. Басқаларға ше. Вообще ең танитын адамдардың арасында ең көп сұрақ қоятын сен. Сен кәдімгі барасында сұрақ қоя бересің, ой ұялмайсың. Кәдімгі анау ше, біреулермен танысқан кезде енді жаңағы бейбітпен жүреміз, тағы кім, ана балдармен жүреміз, анау мынаумен. Мен өзім барамаймын, барамағанда, білмеймін, өзімде бар сондай бір нәрсе, ұяламын, наверное. Ол жағынан мықты емеспін да, сен барасың да, короче, кім болсын, сұрай бересің, тисе бересің, бір нәрсе, қалай ол, қақтан келгенсің? Короче, негізі ол қазір более-менее басылған еще. Басылды ма? Маған да сөйттің ғой сен ше, типа келесің да тік қоя бересің да, типа вообще ұялмайсың да, короче. Ну, андай нәрсе, мысалы бұрын, помню, прям андай нәрсе бартын. Жан болмазан кетірдің ғой. Там не болды, сай беріп, что за любопытность? Потом мен кезінде тоже бір фраза естіп алдым, типа андай, любопытный деген кезде, это не любопытность, это любознательность деп ше. Сөйтіп сұрай бересің да. Неге? Өйткені чем түсінбей қалып, ертең өзін додумывать еткенше, оны лучше. Енді ол адам айтып атқасын, ол өтті. Ол уже бір тәжірибесі бар, бір көзқарасы бар. Чем мен оны қазір там жартылай түсініп, ертең жасап, қате жасағанша бәрін сұрап алайын, түсініп алайын. Как бы ол сұрағанның негізі ұят болмау керек та, өйткені ол да білім. Ол как бы и емшік сұрамаған балаға сүт жоқ дейді. Поэтому егер мен бірдеңке білмесем, мен постоянно сұраймын. Мен даже вот мысалы там егер личный бренд бойынша бір коллаборация бірдеңке болса, мен помню там Бейбітке звондап тоже сұрағам. Бейбіт, по идее, как бы просто там науда звондайсың да, по факту, просто сұрай саласың. Ол Бейбітке де қиын емес, маған пайдалы. Или там мысалы там болды тоже рекламный контракттар келді, и мен там жаңа репутационный шамалы күмән болды да, ол қаншалықты дұрыс болады, қаншалықты бұрыс болады. Мен там Жаннаға звондаймын. Типа, Жанна, вот осындай предложение келіп жатыр, осындай брендтен қалай ойлайсыз? Стоит, не стоит? Типа, там жаңағыдай араласуға. И там где-то жаңағыдай біреу там айтады, стоит. Жасайсың. Бір проекттерде айтады, тут лучше кірмей қой, тут андай нәрселер бар. Все хорошо, тоқтап қаласың. Неге? Потому что мысалы мен там даже қаншалықты там жасыма, скажем, сай емес білім болса да көп, там 40 жастағы, 50 жастағы кәсіпкерлерде там уже опыт көбірек та, даже 30 жастағы кәсіпкер просто как минимум ол менен көбірек өмір сүрді. Соның өмірлік практикасы көбірек. И поэтому мен өзімнің ертеңгі өсу жолымдағы жаңағыдай қателіктерді азайту үшін, өсу жолымды тезірек ускорять ету үшін, это мысалы былай ғой, скажем, сенде вот гонкада нитрам бар,
и сен оны мысалы там поворотта қолданасың ба, то есть жаңағыдай сен жарты нитроң просто ауаға кетіп қалады. Или андай болады трековый үлкен трасса, нитроң қостың ба деп мынау жоқ та, ешқандай помеха жоқ, просто топишь. И логично же, то есть жаңағы трековый жерде оны қосқан разумней. Поэтому сондай кезде мен ойлаймын да, жаңағыдай егер тәжірибесі көп, мысалы там Бейбіт Алибеков личный бренд бойынша, там рекламный контракттар бойынша баяғыда уже опыт көп қой, қаншама ол реклама жасаған, қаншама там жаңағыдай рекламодательдермен сөйлескен. И ол точно лучше знает меня там, насколько он репутационно там правильный, қаншалықты там это стоит, не стоит, там қаншалықты завтра ертең бұны кесірі тиеді деген сияқты. Поэтому мен в целом жаңағыдай әр салада енді араласатын өз саласын керемет мамандар бар да, эксперттермен и сұрай бересің. Мен как бы ертең бірдеңке жасап қойып оны одан ұялғанша мен лучше жаңағыдай ақылдасқан кезде қызарсам да сол жерде біліп сосын жасай берейін да. Ақылдасуда береке бар. Одан бөлек сұраған адам тупой емес, сұрамайтын адам тупой дейді. Әрине. Одан бөлек бағанағыдай ғой, сен еще просто білемін ғой, енді біз кругта жүрген кезде бәрімен барып сөйлесіп кете бересің ғой. Сөйлесіп, анау ұялмайсың сен ол жағынан, сұраудан да бөлек та вообще. Типа жақындап сөйлесіп кете бересің ғой, короче. Негізі мында плюс бар, минус бар. Менде вот өте көп достар, вот өте көп таныстар. И олардың орталары әртүрлі. То есть менде жаңағыдай там 17 жасар таныстарым бар. Студент кезінен бірге келатқан өзім қатарластарым бар. 40, 50, 60-тағы да таныстарым, жақсы араласатын достарым бар. И вот мысалы туған күн там жасап жатырмын ғой. И ойланып жатырмын да, қалай совмещать етсе болады. То есть мен қазір там 50 жастағы там достарым шақырам. Ол точно там менімен бірге келатқан студент кезіндегілермен как бы там общий араласатын темалар көп болмайды. И оны тоже вот Жаннадан үйреніп алдым. Ол мысалы там өзінің кезінде туған күніне шығарған кезде бізді посталам андай солай бөлді, то что бізге каждыйымызға комфортно болсын. Либо ортақ темамыз бар, либо ортақ там бір салада жұмыс істеп жүрміз. И оказывается, даже туған күн мероприятие бірдеңке жасаған кезде, оказывается, сондай моменттерді пландауға болады екенін түсіндім да, потому что мен там алдыңғы туған бір помню жасадым, ол кезде де уже орталарым әртүрлі көп, и мен помню шақырдым да әртүрлі өмірлік кезеңдерінен. И бір моментте еще андай ведущий болмады да, и получается аналар бір-бірімен кім қалай сөйлесетінін білмей қалды. И оказывается, бұнда оказывается пландап комфортно қыптауға болады екен ғой деп сөйтіп уже так бұны шақырсам маған под него бұны шақыру керек, потому что бұл екеуі уже бір-бірімен сөйлесіп бұларға комфортно болады. Так өзім студент кезімдегі мына достарым шақырсам бұлардың там еще бұларды шақырсам дұрыс, чтобы бұлар там араласа алсын. И бұл как проводник уже может быть мостом среди этих и этих деп сөйтіп уже тоже ол да білім да. И мында андай ғой, 100 тиын болғанша 100 досым болсын дейді. В принципе, Аллаға шүкір, мен Алматыда 3 жыл тұрдым, Атырауда 1 жыл тұрдым, Қазақстанада 3 жыл тұрғанмен Алматыда өте көп жиі болам. Поэтому блогерлықта, блогер емес та достарым көп, там жаңа кәсіпкер емес те жаңағыдай достарым көп болғасын, әртүрлі орта бар. И андайда бір танысып, оларды ұмытып кетпеу керек. Потому что ол меншім жаңағыдай постоянно новый достарды ала бергенше, мен лучше текущийлермен тоже қарым-қатынас сақтап қалайын деген ниетпен бір мероприятияда көп адам болса, хотя бы каждыймен бір амандасып, бір тіл алысып, амандығын біліп, білейін деген ниетпен сондай моменттер болады, то что көп сөйлесу керек. Вообще орта қалай өміріңе әсер етті? Орта қалай әсер етті деп ойлайсың? Негізі айтады ғой, біз адам, в целом тұлға, ол өзінің ортасын орташа саны. Яғни ол қалай, ол в принципе сен қаншалықты бай бол, қаншалықты кедей бол, ол солай. Орташа саны деген ақшалай жағынан болсын. Ол жаңағыдай өмірдің түсінігі бойынша болсын. Ақыл ойының деңгейі бойынша болсын. Шешім қабылдаудағы жаңағыдай эмоция, шешім қабылдаудың
скорость жағынан бәрі біз примерно ортасымыз, плюс-минус. Ортамыздың ортасымыз. Ортамыздың ортасымыз. И бұл жерде ең басты тоже көңіл бөлу. Кіммен сөйлесіп жатырмыз? Мен тоже время от времени бір ревизия жасап қоямын. Қазіргі таңда ең жақын сөйлесетін 10 досым кім деп выписывать етемін. Потом примерно олардың өмірде қаншалықты бақытты екенін бір өзім оценкамды қоямын. Потом қанша ақша тауып отқанын примерно прогноздарын қоямын. Кейбір достарымды конкретно білемін, қанша екенін, кейбірлерін примерно білемін. И сөйтіп соларды жазамын. И ортасын шығарамын ғой. Сосын қараймын, устраивает меня это или не устраивает. И мында екі түрлі стратегия болады. Біріншісі это сол ортамен бірге өсу. Екіншісі это ортаға дополнительный андай буст жасайтын біреуді қосу. И сөйтіп, в общем, өзіңді корректировать етесің да. Мысалы там бір досым бар, өзінің жеке 5 машинасы бар. И он там, мысалы там, в принципе, каждый достаточно қымбат, достаточно такой керемет күшті машиналар. И там жаңағыдай енді тоже араласқан кезде, там проблемаларын естіген кезде, там так, қай елге барған дұрыс, или там қай машинамен барған дұрыс деген сияқты, или қай машина алған дұрыс деген сияқты нәрселер бар. Сосын қараймын да, еще ол 5 жеке машинасынан бөлек, там 8 жұмыс машиналары бар. Тоже бәрі новый. И такой, прикольно. Сосын ана водительнен әдейі барып сұраймын ғой, типа вот сен не істеп жүрсің? Айтты, документ тасимын дейді. Мен такой, база жоқ, документ тасуға машинамен водитель алып қойған. Получается, там андай да ойлаймын да, қаншалықты ол получается тиімді. Получается, кәсіптің уровень настолько тиімді, то что выгоднее взять водителя с машиной, ну, машинаны сатып беру, чем таксимен, курьерлермен жүру деген сияқты. И сөйтіп, видишь, как андай әр адамның уровені әртүрлі болған кезде, сен солардың ақыл ойы, кеңестерін перенимать етесің да. И соған сай сен ертең тоже ойланасың. Мысалы, там кейбір достарым тұратын квартиралары там или үйлері слишком дәу. Или там кейбір там достарым бар, уже вот кейбірлері жаңа Астанадан Алматыға көшті. И уровень мышления енді во время обсуждения қарап жатырмын да, то что аренда емес, сатып алу. Ну, типа там, да, 1-2 ай могут в аренде пожить, пока сделать помещение, а так сатып алады. Я такой, прикольно. Айтады да, ну вот Алматыға көштік, мен қазір бір үй ма, бірдеңке сатып алу керек. И там сумма там бір 50 миллион емес, там даже бір 200 миллион маңайы деген сияқты. И такой, надо тоже бір үндемей қалсаң да, бір ойланып қаласың да. Это қаншалықты, то есть өмір сүруге болады. И там еще мынандай ортаңнан ой аласың деген со ғой. Еще мынандай бір упражнение бар, ходить хвостиком. То есть ходить хвостиком деген қазақша қалай болады? Артынан жүру. Артынан жүру. Мысалы, өзіңіздің ортаңызда или там таныстардың арасында бір керемет деңгейге жеткен, өзіңізге ұнайтын, сол сияқты болғыңыз келетін кәсіпкер или там адам болса, бір күн болсын, 2 күн болсын, бір артынан жүріп, оның өмірмен бірге сүруге болады. Менде де ондай практикалар біраз болады. Оны бұрын мен білмей жасайтын, қазір оны уже біліп, именно түсініп жасаймын. И ол жердегі мақсат не? То есть қарауда адам қалай өмір сүреді. Там қарайсың, вроде тұратын адам 4, а квартирасы, тұратын квартирасы 200 квадрат. Такой басында түсінбейтін, қазір уже түсіне бастадым. И сондай жаңағыдай нәрселер сені жаңа уровеньға шығарады да. Или там үлкен там айына, скажем, 1 миллиард жасайтын, 1,5 миллиард жасайтын там достарының компанияларына барасында апталық жиналыстарына қатысасың. Обратно же олардың қаншалықты или қай уровеньдағы сұрақтарды талқылайтын көңіл бөлесің. И соған сай уже өзің компанияңда ойланасың да, қай жерін жасатсам болады, қай жерін үлкейтсем болады. И андайда бұл обратно же орта. То есть бұның бәрін біз сырттан просто өзіміз ойлап табу мүмкіндігі как бы төмен да, потому что сен оны өмірі көрмесең, өмірі естімесең, сен ол туралы даже ойламайсың.
А мында обратно сен жаңағыдай өзіңнен бірнеше есе үлкен адамдармен араласқан кезде сен уже мынау түсінесің да, былай жасауға болады екен ғой. Или там вот жақында тоже бір кәсіпкермен таныстық. Ол там именно үлкен объекттерін, тоже желі общепитте помещение сатып алады екен. И то есть уже получается там капитал, именно если капитализацияны алып болсақ, там бешеный үлкен. И ол да уже в норме, да. То есть филиал ашқан кезде помещение сатып алу. И такой, прикольно дейсің. И то есть обратно же сіздер егер дамиын, өсем десеңіздер, қай сала болсын, отбасы болсын, ақша болсын, эмоционалды жағдай болсын, шешім қабылдау тездігі, шешім қабылдау эмоциясы, қай сала болмасын, сөйлеу болсын, сырт келбетіңді қалай жүргізу, қалай киіну болсын, әр салада, в принципе, жаңағыдай мықты адамды таңдап, соның артында бір шама уақыт, как жаңағыдай артынан жүрсем болады. За хвостиком проходить дейді ғой. Бір күн прям хвостик болды целый күн, там азаннан кешке дейін. Там сосын араласып, сөйтіп опытын аласың. Қалай шешім қабылдайды, қалай ойланады, қалай дейсіз етеді, қалай там, не знаю, қимылдайды, қалай жиналыстарын өткізеді, қалай бизнесін жүргізеді, бәрін көруге болады. Даже вот этот подход к управлению, да? То есть кәсібінде қай уровеньға дейін ол обсуждать етеді, қай уровеньнен бастап уже сөйлеспейді деген сияқты. Тема. Жамбол, негізі Қазақстанда жалпы жас кәсіпкерлердің арасында, я думаю, 23 жасында осындай нәрсе істеп жатқан, немного таких, наверное. Вот соның біреусің ғой, сондықтан да қатты признавать етіп, қатты не істеймін, уважать етемін. И вообще, мен ойлаймын, короче, сенің осындай проекттерінде, сенде успех күтіп тұр деп құдай қаласа. Иншалла. Почему? Потому что я всегда айтатын тұғым қасындағыларда, на балада, өйткені дисциплина бар да, самый главный дисциплина бар, и нет, бірінші самый главный вера бар. Қатты сенесің темаға, тірлігіңе, жұмысыңа. Екінші дисциплина. Я думаю, дисциплина ол сұмдық важно, и ол сенде жақсы. Маған қарағанда точно. И вот, сондықтан да я думаю, что сен бұдан добьешься, сол үшін, я думаю, Джанпрессаға инвестировать ету керек деп. Мен өзім сол үшін инвестировать еттім. Потому что мен қандай ғой, проектке емес, адамға сенесің ғой инвестировать еткен кезде. Бірінші проект, идея бәрінде бар ғой. Оны реализовать ету деген ол самый главный нәрсе. И осы жерде просто Джанпрессаға давай кеттік қара. Адамдар бүйтеді негізі инвестиция істеген кезде. Бізде қазақтардың классикалық жанр, ғой? Классикалық жанр. Квартира алады, сөйтіп те соны арендаға береді. Давай кеттік квартирамен салыстыра салайықшы Джанпрессаны бір рет. Давай. Мысалы, қандай, неше? 20 миллиондық квартира дейік. 25 миллион дейікші. 25 миллиондық квартираны алсақ, оны примерно қаншаға арендаға беруге болады? Алматыда 25 миллиондық квартира, это максимум 2 бөлме, где-то 200 мың шығар, 250. Хорошо, вот 250 мыңға даже берейік, да? И то, скорее всего, 200 мың, да? 200 мыңға бересің, если в годовых считать, бір жылда табатын ақшан 200 мыңнан, это 2 миллион 400. Примерно 10 жылда кіргізген ақшаны шығарасың. Да, еще ремонт бар, анау бар, где-то амортизация бар, где-то ремонтын освежать ету керек. Сосын бір екеуі кетіп қалады да, орнына адам іздеп жатасың, уақыттар бар. Мебель освежать ету керек, жаңағы адам іздеу керек, простойлар болады деген сияқты, Джанпресса бойынша 25 миллионға сіздер 3 точканың 5%-ны ие боласыздар. Да, окупаемости ол 10%. Егер в среднем бір точканың, даже вот такой реалистичный сценарий, да, 2,5 миллионнан таза пайда болса, 3 точка это 7,5 миллион таза пайда. 7,5 миллионның, получается, сіздер егер 10%-ын алсаңыздар, это 750 мың. Да, бұл показатель может квартирада сияқты бірінші айдан болмау мүмкін, но там примерно жарты жыл ішінде бұл показательға уже цифрлар шығады. Да, и получается уже на этапе там полугодия сіздің кіргізген ақшаңыз сізге 3 есе көп дивиденд әкеледі. Екіншіден, квартираның бағасы как көтеріледі, так төмендейді ғой, нарыққа байланысты. Мысалы, қазір квартира өтпей жатыр. Бір жыл бұрын қатты өтті. Соған сай, жаңағыдай, нарықтағы баға көтеріліп төмендейді. Сіздің алып сатып алған доляңыз тура солай. Ол төмендей алады, егер жаңағы бренд популярность или нарық төмендесе, или жаңағыдай популярный бренд болып
пайдасы өскен сайын, там жаңағыдай бір нарық көтерілген сайын, бұл доляңыз сіздің өседі. Соответственно, сіздің кіргізген ертеңгі 25 миллионыңыз, ол там 10 жылда, ол жаңағыдай бірнеше есе де көп болуы мүмкін. Иә, қарасайда 10 жылда сен 2 миллион 400 бір жылда алатын болсаң, не считая ремонта, не считая сен клиент іздегеніңді, тағы басқаларыңды да, это 10 жыл окупаемость болып тұр ғой. Ал егер 750 мыңнан болатын болса, 12 айда 9 миллион екен. Да, ана жерде қанша болды? 2 миллион 400. 2 миллион 400. Мұнда 9 миллион. Яқта 9 миллион. И 9 миллионды если көбейтетін болсақ, оңға это будет 90 миллион. Былай келген, бір-екі жыл бар, который... Мынандай нәрсе бар. Бізде доокупаемость 2 есе көп береміз. Жаңағыдай, негізі 5% доля ғой. Доокупаемость 10 алды. 2,5 жылда ол, получается, кіргізген ақшасын, ол жаңағыдай 25 миллионын егер алатын болсақ, 750 мыңмен примерно 2,5 жылда шығарып алады, иә? Плюсом, ол обратно же цифры какие чуть-чуть төмендеу, таки көбірек болуы мүмкін. Одан кейін ол уже өзінің законный 5% алады. Бірақ примерно 3 жылда кофейня өзінің пиковый состояниясына жеткендіктен, ол, в принципе, 2 есе долясы төмендесе де, но суммасы примерно сондай болады. Ну да, получается, егер 10 жылда алатын болсақ, 750 мыңды егер 120-ға көбейтсек, 10 жыл. То есть, в принципе, да, 90 миллионға жуық ақша шығарып алса мүмкіндігі бар. Но при этом еще долясы навсегда. Иә, при этом долясы навсегда. Қанша миллионнан бастап инвестировать етуге болады? Минимальный? Всего 10 миллион. Всего 10 миллион. Да. 10 миллионнан, давай бүйтейік, чтобы было понятно адамдарға ше. 10 миллион теңге инвестировать еткен адам, құдай қаласа 5-6 айда окупиться етсе проект, в месяц қанша теңге шығарып отыра алады? Калькулятормен, примерно. Қараңыздар, ол обратно пулға байланысты. Мысалы, дәл қазір бізде екінші пулда әлі орын бар. Екінші пулдың 2 точкасы ашық, үшінші точкасы осы қазір 2 аптада ашылады. Соответственно, инвестор уже действующий точкаға кіріп жатыр. Егер ол екінші пул уже бітіп қап, үшінші пулға кірсе, ол пока біз локация тауып, ремонт жасап, ашылатын еще уақыт бар да, где-то жарты жыл ішінде да. И егер мысалы действующий пулға кіріп, уже там примерно проект жарты жылда өзінің плановый показательно шықса, жаңа бір точкадан 2,5 миллион таза пайда, 3 точка 7,5 миллион, 7,5 миллионнан 10 миллионға 2% алады, бірақ доокупаемость 2 есе көп, 4%. То есть это примерно 300 мың теңге. Егер 10 миллион инвестировать ететін болса, 300-500-ге дейін алады в месяц. Мен қазір андай более прям приземленный цифрларды айтып жатырмын, потому что обратно же приземленный цифрмен ақша қабылдап, ертең біз жақсы көрсеткіштер көрсетсек, ол инвесторларға да приятно. Вообще, бұл енді пассивный доход қой. Полный операционка сендерден, полный там миын ештеңе ашытпайды. Бізде, получается, өз жағымыздан біз полностью локация іздейміз, ремонт жасаймыз, управлять етеміз, команданы қараймыз, маркетингпен айналысамыз. Бүкіл шаруа бізде. Бүкіл басқа тұратын істер ол бізде. Инвестор просто ай сайын отчетін алады и бір квартал сайын өзінің 3 айлық дивидендтерін алады. Әр 15 число это вот отчет алатын күн. В принципе, осылай жұмыс істейміз. И уже енді бұл подкастты біреу қазір шыққанда сразу қарайды, біреу там 1 жылдан кейін қарауы мүмкін. Мұнда айтатын нәрсе то, что в принципе, егер действующий предложениялар болса, сіздер маған в любой момент дайректқа жаңағыдай жазсаңыздар болады, либо жаңағыдай егер қазір қарайтындар болса, инвестиция сөзін жазсаңыздар, сіздерге уже бот жауап береді. Иә, вообще астына не қалдыра саламыз ше, ссылка қалдырамыз, сол арқылы шығып, Жамболдан толық ақпарат алсаңдар болады, инвестиция бойынша, инвестицияның тағы бір жақсы жер, то, что инвестировать етесің 10 миллион 3 точкаға бірден. Сөйтесің де сол 3 точкаға барып кофені ішіп жүре бересің өзіңнің точкаларыңнан, енді сен как партнерың ретінде. И при этом тапқан табыстан бөліседі сенмен. Вот, ай сайын 15-не отчет. И не жақсы, мында сіздер бір филиалға емес, сразу 3 филиалға ақша саласыздар. Мында, конечно, егер сіздер үлкен ақшамен келсеңіздер, біз обратно сөйлесе аламыз. 3 точкаға, 1 точкаға деген сияқты. Но в основном біз 3 точкаға қабылдаймыз, соның арқасында инвестордың вложениясы дерифицированы. То есть айтады ғой анау корзина. Әртүрлі корзинаға ақшанды сал. И біз как бы бір бренд болса да, әртүрлі жаңағыдай филиалдарға
әртүрлі филиалдардан общий бір сумма шығады да. И енді кәсіп болғасын бір филиал ақша келмеуі мүмкін, екінші филиал көп ақша келуі мүмкін, үшіншісі орташа болуы мүмкін деген сияқты. Сол себепті Жанкофеде бір партнеріңіз бар, 3 точка сатып алған, 3 аппаратқа ақша салды. Бір аппаратты орташа көрсеткіш болды, екінші аппараты ортадан шамалы аздау болды, а үшінші аппарат средний 5 аппараттың көрсеткішін көрсете бастады. И получается суммарно алғанда 6,5 аппарат, 3 точка салып 6,5 аппараттың пайдасын алып отыр. Ол қалай болды? То есть егер ол 1 точка ақша салғанда біріншісіге ол орташа көрсеткіш алатын еді. Ну сол как бы планданған. Егер только 2 точка алса, біреу орташа болып, екіншісі ортадан төмен болатын еді. И как раз таки то, что үшеуге салған арқасында үшіншісі атып общий пулды шығарып тұрды. 10 миллион инвестиция 3 точкаға, потому что біреу болмаса, біреусі по-любому құдай қаласа ол жүреді. Ну, үшеуі де жүреді, я скорее всего, я так думаю. Вот, сендердің стратегияларыңмен, сендердің жұмыстарыңмен, сендердің тоқтамауларыңмен. Сол үшін инвестировать етсеңдер болады, просто астына қалдырам ссылка, ребят. Типа жазыңдар, сендерге толық информация беретін болады, менеджерлар нелер көмектеседі. Да. Также франшизамен қызықсаңыздар, бізде жаңағыдай франшизамен де өсуге болады. Бұл бізде Жанпресса болсын, мында примерно 25 миллионнан жоғары ақша керек. Ол бізде Жанкофе болсын, мұнда 3 миллионнан жоғары ақша қажет. Тапиокада ақша салсаңыздар болады, ояқта франшиза не бар 15 миллион теңге тұрады, ақталу уақыты примерно 1 жыл. В принципе, любой информация керек болса, осы номерге жазыңыздар да толық информацияны алып беремін. Астында қалдырған нәрсеге. Жамбол, рахмет. Блин, Астанадан кеп неха подкастқа келгеніңе. Семен отыра беруге болатын еді, реально тағыше біраз сөйлесуге. Может быть, екіншісін істейміз. Может быть, құдай қаласа. Бір уақыт өте керек. Адамдарға қызық болып жатса, адамдар сұрап жатса, можем екіншісінде сөйлесуге. Вообще открыто отыруға. Наверное, көп нәрсе айттық деп ойлаймын, қатты пайдалы болды деп ойлаймын. Бірақ енді бізге көрермендерге подарка керек. Жақсы комментарийларға, екеумізді белгілеп стористарына салғандарға, жаңағыдай инсайттармен астына комментарий жазады. Сол адамдарға қандай сыйлық берсек болады? Обычно не сыйлап жүр. Кітап сыйлайды, кітаптар сыйлауға болады. Негізі мен қазір кітаптың атын әдейі айтпай қойын. Бірақ өзім өміріме қатты әсер еткен. Так, мына кітап бар. Бір қатты әсер еткен кітап бар. Ол осы дүниеде қалай дұрыс өмір сүріп, қалай бір деңгейден екінші деңгейге өтуге болатынына түсінік береді. Ойбай. И ол кітаптың арқасында, вот мен помню, тоже бір сотруднигіме сыйлаған едім, мәз болды, айтады, я теперь понял, как надо двигаться. То есть біз енді өзіміздің әр адамның өзінің бір дәулеттің уровені бар, өзінің бір байлық уровені бар, и как бы андай өмір жағдайының уровені бар да. И сол біз как бы андай ғой, заңды білсең де білмесең де, ол сенің как бы жауапкершілігінен как бы сен жауапкершілігінен алмайды, я. Поэтому ол сіздер просто білсеңіздер, сіздер ол жаңағыдай өмір деңгейін жақсарта аласыздар. Өзіңіздің осы жаңағы мынау бар да, касты, роли деген сияқты сондай нәрселерді үлкейте аласыздар. Поэтому тогда кітап X дейікші, который X кітап, который атын айтпаймыз. Давайте 2 адамға бер. Давай 5 адамға бер. Давай 5 адамға. В общем, осы жерде мен бұл кітаптарды сразу қазір Саятқа беремін. И Саят сен тогда өзің таңдап, да? Давай. Критериялар қандай? Критериялар, во-первых, біріншіден бір 2 адам, 3 адамға біздің бос подкаст көріп, подкасттың алған инсайттарыңды әдемілеп жазып, мені Жамболды отметтетіп, сторисқа салған адамдардың арасынан таңдаймыз. Бір 3 адамды, 2 адамды просто осы YouTube-тың астындағы комментарийлардың арасынан таңдаймыз. Тамаша. И осы 5 адамға беретін боламыз. Блин, на кітап маған сат жерді, кәші, мен ашып сұрайын деп отырмын, қазір сразу біте салысымен. Сол үшін, ребят, шынымен жаңа деңгейге өсіп. Саған мен, в принципе, сол кітапты оқысам да болады. Тағы бір кітап бар.
мен саған соны кеңес берер едім, оны қазір тоже айтамын. Все хорошо. Ребята, вот супер кітап, который X кітап, который Жамбол беретін 5 адамға. Түсінікті деп ойлаймын условиялар. Бүгінгі подкаст пайдалы болса, лайк басып, маған подписаться етуді ұмытпаңдар халқым. Бұдан да мықты, Құдай қаласа, жақсы подкасттар болатын болады, бұдан да қатты пайдалы болатын боламыз. Ал наны достарың, таныстарың, туыстарың, ағаларың, әпшелерің, көкелерің кім бар? Развитиеда жүрген, дамып жүрген, инвестиция тартқысы келіп жүрген, қорқып жүрген, бизнес бастауға, там жасым кішкентай деп жүрген, тағы да басқа жасым үлкен деп жүрген, бәріне жіберіңдер, бәрі көрсін. Давай еще былай істейік. Ол кітаптан бөлек можно там 5 адамға 10 мың теңгеден беруге, то есть 50 мың теңге. Ол андай болады ғой, ұнап қалған отрывоктар, өзіне былай жаңағыдай ұнаған, өміріне деген бір может пайдасы болған, басқа адамдарға пайдалы деп есептейтін адамдар отрывоктарды егер монтаждап сторисқа, рилсқа немесе тиктокқа салса, ең көп просмотр жинаған бірінші 5 адамға там жаңағыдай 50 мың теңге берейікші. Давай, 10 мың теңгеден, иә? Иә, 10 мың теңгеден 5 адамға. Давай онда бүйтейік, 10 мыңнан асқан кезде. Жоқ, андай бір ай уақыт берейік, рилс осы контент шыққаннан бастап. Бір промокод қойық. Промокод деймін ғой, хэштег. То есть бізді тиктокта болсын, инстаграмға салсаңызды екеумізді отмечать етіңіздер. И, в принципе, просто егер 100 мыңнан астам просмотр жиналса, соны скрин жасап, саятқа немесе маған дайректқа жіберіңіздер. И ең көп жинаған бір ай ішіндегі 5 адамға 10 мың теңгеден береміз. Все, давай. То есть миллион просмотр болса, там бірінші орында болсаңыздар, аласыздар. Миллион просмотр жинап, егер сізден жоғары 5 адам одан көп просмотр алса, ну, соответственно, ол басқа 5 адам алады. Или там, егер жаңағыдай 10 мың просмотр болып, сіздерді, то есть жаңағыдай 5-ке кіре аласыздар. Мұнда уже сіздің там монтажыңызға, аудиторияңызға байланысты. Иә, мен даже анау бір кіммен, Төрбек ұстазбен бір рилс тащим просто. Даже монтаждамағанда, экранмен түсірген да, экранмен түсірген, и сол момент алғанда өзінің рилсына сала саған, тиктогына, и рилсына, и қанша ана жерде 2 миллион ба просмотр ғой. Прикинь, 2 миллион, и алдым да мен оны өзіме сала салдым. Тура сол жерін алдым да, потому что атады ол. И сондықтан да, ребят, солай да істеуге болады, монтаждауға да болады. Мында получается жаңағыдай білім керек дегендерге кітап берейік, ақша керек дегендерге 10 мың теңгеден берейік. Иә, ол просмотрға, ал комментарий мен сторисқа салғандарға кітаптар. Да, егер сіздер жаңағыдай комментариймен өте алмай, бірақ ақша керек емес кітап десеңіздер, без проблем, біз ақшаның орнына тоже кітап бере аламыз. Иә, все, рахмет. Бүгінгі подкастқа от души күшті подкаст болды. Рахмет, ребят. Кездескенше. Бір жарым сағатты подкаст.